Сондай жұмыс істеп, өздеріңіздің талқылауға қатысты сын пікірлеріңізді, таза пікірлеріңізді беруді сұраймын. Советтің жұмысын жалғастырамыз. Бүгін 23-ші жыл 28 сәуірде Алматы қаласында педагогика университетінің жанынан ашылған ғылыми кеңестің келесі офисі басталды. Диссертациялық кеңестің тұрақты бекітілген құрамы 6 адам, диссертациялық кеңестің уақытша бекітілген құрамы 5 адам, соның ішінде 2 ресми рецензенттер, барлығы 10. Диссертациялық кеңес 2020 жылдың 11 маусымында университет басқарма төрағасы ректоры 2007 бұйрығымен құрылған. Диссертациялық кеңестің 23-ші жылғы арналған бірінші отырысы, сонда осы тізім бекітілген. Бүгінгі отырысқа кеңестің барлық мүшелері қатысып отыр. Кеңестің тұрақты және уақытша мүшелерін таныстырып кетейін. Төраға химия ғылымдарының доктор профессор Матаев Мұхаммед. Төрағаның орынбасары химия ғылымдарының докторы профессор Жиенбаев Болат Жаскевич. Ғалым хатшы, PhD докторы, қабылдастырған профессор, міндетін атқарушы Айымова Мөлдір Рашидова. Шетелдік ғалым, химия ғылымдарының докторы, профессор, Томская мемлекеттік университетінің профессоры Бақибаев Амрали Абдулла. Келесі мүшеміз Евразия ұлттық университетінің профессоры, химия ғылымдарының докторы Еркасов Рахметолла Шайханов. Келесі химия ғылымдарының докторы профессор, химия кафедрасының химия факультетінің Букетов атындағы университеттің профессоры Мирхатұлы Нұрлан. Кеңестің уақытша мүшелері PhD доктор Тоқтарбай Жексенбек, техника ғылымдарының доктор профессор Түсіпбаев Несіпбаев Туандығұлы, химия ғылымдарының кандидат доцент Муталиева Ботагөз Жақсыбек қызы, келесі химия ғылымдарының доктор профессор Таусағова Жанна Дариевна рецензенттерге жәрдемдесін. PhD докторы Байбин Жинов Өмірсерік Сағыздан. Ресми рецензенттер Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің профессор атқарушы химия ғылымдары кандидаты Рахметоллаева Райхан қызы, Тұрсық атындағы геология және мұнай-газ институты Қаныш Имантаев Сәтбаев атындағы Қазақ техникалық зерттеу университетінің ғалым профессор қауымдастырылған техника ғылымдары кандидаты Рахманова Санат таныстыңыздар. Отандық ғылыми кеңесшіміз техника ғылымдары, химия ғылымдарының докторы, профессор
Бектуров атындағы химия ғылымдарының институтының Жұмадиев Талтыбек Қожықов. Шетелдік ғылыми кеңесші Радул Леонидович Йозас Ридас, химия ғылымдарының докторы, профессор, Каунас технология институты, Каунас қаласы, Литва республикасы. Сұрақтарыңыз болса, нұсқаға байланысты, құрамға байланысты, сұрақ жоқ. жетекшілікке байланысты. Сұрақ жоқ болса, таныстыру үшін Бақытгүл Толтықызының құжаттарымен таныстыру үшін сөз ғалым хатшы Ережеге сәйкес біздің ізденуші Толтықыз Бақытгүл диссертациялық кеңеске түскен құжаттарын таныстыру жалпы ізденуші туралы мәлімет 1993 жылы келген. 2014 жылдары Қазақ мемлекеттік педагогикалық университеті жаратылыстану факультетінің Республика химия мамандығында білім алды. 2014 жылдары 606 химия мамандығы бойынша химия магистр академиясы дәрежесін алды. 2018 жылы Алматы экономикалық колледжі базалық дизайн және компьютер технология пәндік комиссиясының химия пәнінің оқытушысы. 19-20 жылдары Бектуров атындағы химия ғылымдар институты инженер қызметкерінің жұмысақтары. 2018-2021 жылдары Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 606 химия мамандығы бойынша PhD докторантурасында білім алды. 2021-2022 жылдар аралығында Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің бизнес жобаларды коммерцияландыру бөлімінің жоғары деңгейдегі инспектор ретінде қызмет атқарды. Қазіргі уақытта Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде оқытушы қызметін атқаруда. 2018 жылдың 25 тамыздағы 696 бұйрықтың негізінде Қыздар университетінде 606 химия мамандығы ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша PhD докторантураға қабылданып, университеттің кеңесінің 2018 жылы 25 қазан жылғы 2-ші хаттамасымен және осы жылғы 403 бұйрығымен химия мамандығы бойынша ізденуші Бақтыгүлдің гидрометаллургияның өндірістік ерітінділерінен сканди және итри иондарын бөліп алу технологиясын жасау атты тақырыбы және шетелдік кеңесшісі Каунас технология университетінің профессор Юзас Ридас, отандық ғылыми кеңесшісі Бектуров атындағы химия ғылымдары институтының химия ғылымдары докторы профессор Талтыбек Қожықович бекітілді. Университеттің 2021 жылғы маусым айының 2-ші жұлдызындағы 235 бұйрығымен оқу жоспарын толық аяқтап, кешенді емтиханды тапсырып, докторлық диссертацияны қорғауға жіберілді. Ізденушінің диссертациялық жұмысы ауқымындағы синтездеу жұмыстары Қыздар университеті, сондай-ақ Бектуров атындағы химия ғылымдары институты полимерлердің синтезі және физика химиясы зертханасында және Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің физика-химиялық зерттеулердің әдістері инженерлік бейінді зертханасында, металлургия және кен байыту институты аналитикалық химия зертханасында жүргізілді. Жалпы ізденушінің ғылыми диссертациясы бойынша 12 ғылыми жұмысы жарық көрді. Оның ішінде халықаралық оценкаланатын мерзімдік сколос базасында бір ғылыми мақала, ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету басылымдарда 3 мақала, отандық журналда 4 ғылыми мақала, халықаралық және отандық ғылыми практикалық конференцияда 4 мақала және Қазақстан Республикасының пайдалы модельдік патенті 2 патенті алынған. Ізденушінің жеке іс парағында барлық талапқа сәйкес құжаттары, соның ішінде білім алу дипломдары, ғылыми еңбек тізімдері, отандық және шетелдік ғылыми жетекшілердің пікірі және ғылыми семинардан өткен және кафедрадағы семинардан өткен оң шешім туралы хаттамасы тіркелген. Бақтыгүлдің диссертациялық жұмысы Қыздар университеті жаратылыстану институты химия кафедрасының кеңейтілген мәжілісінде
2022 жылдың желтоқсан айы 21 жұлдызында талқыланды. Жалпы мәжіліске 11 адам қатысты. Кеңейтілген мәжілісте пікір берушілер Абдикаримов Марик Нұрманович, Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия ғылымдарының докторы, 2 ескерту көрсетіп, 10 бағасын берген. Және Қыздар университетінің профессоры Болат Жазгенович Жиенбаев 2 ескерту көрсетіп, 10 бағасын берген. Пікір берушілердің барлық сұрақтары мен ескертулерге толық жауаптар берілді. Кеңейтілген ғылыми семинардың қорытындысында диссертациялық жұмысты Қыздар университеті жанында құрылған 606 химия білімдік бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңеске ұсынылып, тақырыбы қорғау күні бекітілді. Және 22 жылдың 22 желтоқсан күнгі 4-ші хаттамасы мен Қыздар университетінің басқарма мүшесі ғылыми жұмыстар және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректоры Жұмақұловпен бекітілді. 24 ақпан 23 жылғы 2-ші хаттамасымен диссертациялық кеңес отырысында қорғау күні және ресми рецензенттері және уақытша мүшелері тағайындалды. Жалпы ізденушінің жауаптары осылай еді, сұрақтарыңыз болса. Менде сұрақ жоқ. Құрметті ғылыми кеңес мүшелері, сұрақтарыңыз болмаса ойында дауыс беру. Бір ауыздан. Онда олай болса, сөз диссертациялық жұмыстың негізгі мазмұны бойынша баяндама жасау үшін бізге ізденуші Бақытгүл қызына берілген. Регламент 20 минут аз болсын. Рахмет. Келместен құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы және мүшелері. Бүгінгі гидрометаллургияның өндірістік еркіндері мен сканер және региондар бөліп алу технологиясын жасау атты тақырыптағы диссертациялық жұмыстың мәліметтерін баяндауға рұқсат етіңіздер. Отандық ғылыми жетекші химия ғылымдарының докторы профессор Викторов атындағы химия ғылымдар институты Жұмаділов Абдулет Қожықаевич, шетелдік кеңесші Каунас технологиялық университеті Литва университеті Каунас қаласы Гражидальевич Юлза Светас. Диссертациялық жұмыстың келесі. Диссертациялық жұмыстың мақсаты сканер және иондарына селективті интерполимерлі жүйелерді құру және осы аталған иондарды гидрометаллургияның өндірістік еркіндерін бөлу әдісін әзірлеу болып табылады. Соған байланысты келесі міндеттер қойылды. Бірінші, полиакрил қышқылы, полиметакрил қышқылы және полиэтилен имин, полипропилен гидрогелдерін сиректелген полимерлі гидрогелдерін синтездеу және де осы аталған гидрогелдермен бірге амберлик, AR120, АБ17-8 және Q2-де 8 өнеркәсіптік иониттердің электрохимиялық және конформациялық жай-күйін анықтау болып табылады және осы аталған иониттерден, гидрогелдерден интерполимерлі жүйе құру. Полиметакрил қышқылы, полипропилен, полиакрил қышқылы және полиэтилен имин, амберлик AR120, АБ17-8 интерполимерлі жүйелерін құру арқылы сканер ионын бөлу. Полиметакрил қышқылы, полипропилен, полиакрил қышқылы және полипропилен ион алмастырғыш шайырлар Q2-8, АБ17-8, амберлик AR120, АБ17-8 интерполимерлі жүйелерін құру арқылы этилен ионын бөлу. Келесі зертханалық жағдайда осы синтезделген интерполимерлі гидрогелдер және иониттердің физика-химиялық әдістерінің құрамы мен құрылысын зерттеу болып табылады. Зерттеу нысанының ретінде зертханалық жағдайда синтезделген гидрогелдер, полиакрил қышқылы, полиметакрил қышқылы және полиэтилен имин бөліп 4 винилпиридин алынды және өнеркәсіптік иониттер амберлик AR120, АБ17-8, Q2-8 иониттері алынды. Және скандий итри иондары зерттеу нысаны ретінде алынды. Сирек жеңіл металдары бұл айырым қоғамдастың дамыған елдер үшін стратегиялық маңызды минералды шикізат көздері болып табылады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы сирек жеңіл металдардың минералды шикізат базасының едәуір кеңейтілген перспективаларына ие әлемнің ірі өңірлерінің бірі болып табылады. Бізде көрсетілген назар аударсаңыздар слайдтарда гидрогелдердің
синтезі және матрицасы берілген. Гидрогендер бұл тізбек арасында кеңістіктегі судың көпірмен жүзгісін ұстап тұруға қабілетті полимер тізбектің үш өлшемді көлдерге байланысуы. Гидрогендер матрицасы бірінші суретте көрсетілген. Бұл жерде физикалық және химиялық қорланған матрицалы гидрогендерді көруіңізге болады. Артайын екінші суретімізде гидрогендердің синтездеуі көрсетілген. Бұл механизм бойынша гидрогендерде бірінші гидрогендердің мономері, соған сәйкес тегуші агент, инициатор, дистилліне су қоса отырып, гидрогендер синтезделді. Синтезделген гидрогендер артайын бір сағатқа дейін кептіргіш шкафқа қойылды. Бір сағат өткеннен кейін бір тәулік арасында кептірілді, кейін 14 тәулікке дейін ауызда алынған гидрогендер жуып тазаланды. Кейін ол алынған өнім дайын өнім келесі этапқа дайындалды. Келесі слайдымызда гидрогендердің қашықтан әрекет ету кезеңдері интерполимен жүрген. Алдыңғы слайдқа қосасыз ба? Кешіңіз. Гидрогендердің қашықтан әрекет ету кезеңдері көрсетілген. Тәжірибе барысында өзара әрекет ететін екі гидрогель алды. Бірінші гидрогель негізді гидрогель, екінші гидрогель қышқылдық гидрогель. Және олар ара қашықтықтан 3-тен 22 сантиметрден ара қашықтықта әрекеттесті. Бірінші гидрогель ретінде шыны цилиндрдің оң жағына, екінші үлгі гидрогель шыны цилиндрдің сол жағына орналастырды. Бірінші гидрогель ретінде қолданған полимерлер негізінде полиакрил қышқыл, полиметакрил қышқылы гидрогендер және иониттер амберлет AR120 және Q2D8 иониттері алынды. Келесі екінші жағында біз негіздік гидрогендер бұл жерде полиэтилен мен полиэтиленпиридин гидрогені және иониттер ретінде AV17-8 қолданылды. Өлшемдер су ортада жүргізілді және осы аталған гидрогендер әртүрлі көлемді қатынаста алып, малярлы қатынаста алып зерттелді. Құрам бөліктері зерттелді. Келесі суретке біз назар аударатын болсақ, 5-ші слайдта 3-ші суретінде полиакрил қышқыл және полипропиленпиридин гидрогендердің су ерітінділерінің сутек көрсеткіші және электрөткізгіштігі мольдік қатынаста берілген. Уақыт бірлігіне тәуелділігі, гидрофильділігі және полимердегі статикалық зарядтардан және гидрогель матрицасындағы қарсы бұйымдардың сорбциялық және осмыстық қысымына байланысты екені анықталды. 24 сағат өткеннен кейін сутек көрсеткіші pH-ның ең жоғары мәндері карбоксил тобында және сутек ионның диссоциациясына дейін көрсетілді. 5-те 1 қатынасы кезінде электрөткізгіштің жоғары мәні бұл полиакрил қышқылын және полиэтиленпиридин гидрогендерінен құралған интерполимер жүйелерінің карбоксил тобынан бөлінген протонды гегель атомымен байланысты. Сутектік көрсеткіші концентрациясының өзгеруімен электрөткізгіштігінің полиакрил қышқылына және полиэтилен иінге интерполимерлі жүйедегі қатынасы 4-ші суретте көрсетілген А және Б суретінде. Бұл жерде 3-3 қатынас келгенде полиакрил қышқылының және полиметакрил қышқылының протондану дәрежесі әсерінен имен тобының төменгі сутектік көрсеткіші екені көрсетілді. Бұл жерде полиакрил қышқыл және полиэтилен гидрогендерінің барлық қатынастары үшін ар қатына және жүйеде сутек иондарын оңай қосып зарядталған күйге өтетін гидрогендердің полиэтиленінің негіздік дәрежесінің жоғары болуы. Келесі слайдқа назар аударсақ, амберлет AR120 және AV17-8 иониттерінен құралған интерполимерлі жүйесінің су ортада мольдік қатынасының малярлық мөлшерінің артуы және электрөткізгіштігінің параметрлері көрсетілген. Бұл жерден көріп отырғанымыздай едәуір ұлғаю дәрежесі 70%-ға дейінгі және амберлет AR120 малярлық мөлшерінің 5-тен 6 мольге дейінгі жоғарылаумен байқалады. Амберлет AR120 иониттерінің қатысуымен сутек иондарының концентрациясының өзгеруі катиониттің функционалдық топтарының диссоциациялануына байланысты және протондарының бөлінуі ал AV17-8 ион алмастырғыш қатысуымен сутектік көрсеткішінің маңызды фактор бөлінген литератун және бос протондардың көп болуына байланысты деп дәлелдеуге болады. Келесі слайдта полиакрил қышқылы мен полипропиленпиридиннің жеке-жеке гидрогендерінің электрөткізгіштігі және pH дәрежесі көрсетілген. Бұл жерде көріп отырғанымыздай бұл жеке-жеке гидрогель ретінде алынған, бұл алдыңғы біздің
белсенділігі дәлел болып табылады. Себебі жеке гидрогед ретінде бұл екі гидрогед активтену дәрежесі өте төмен екенін және тек қана интерполимерлік жүйе құру арқылы белсенділігі қабілетінің жоғары екенін байқауымызға болады. Келесі слайдта назар аударсақ, скани және итри иондарының бөлісі алудың зертханалық көрінісі берілген. Яғни бұл жерде өлшеуіш цилиндрде екі жағында гидрогед берілген, қышқылдық және негіздік гидрогед ретінде алынды. Және интерполимерлік жүйе техникалық еркіндікте әртүрлі мольдық қатынаста анықталды. Және осыдан екі гидрогедтен немесе иониттен құралған интерполимерлік жүйеден техникалық еркіндікте және ара қашықтықта әрекеттестірілді полипропиленді торы көмегімен. Кейін осы дайындалған еркіндіктен алипод алынды. Әр алынған алипод өлшеуіш қолбада ары қарай анықталатын еркіндікке дейін дайындалды. Ол этапта асимоза және диселения сумен және хлорлы қышқылмен көлеміне дейін келтірді. Және оның анықталатын еркінді стандарт еркімен келтіріліп және ары қарай спектрометр аппаратында анықталды. Нәтижелер алынды. Келесі слайдқа. Скандионның полиметакрил қышқыл және полипропилен гидрогедтен құралған интербелдік жүйесінде сорбциялық қабілетті металдың артық мөлшері скандиметалының артық мөлшері 6 сағат ішінде алынатын байқалды. Сорбциялық дәрежесінің максималды мәні мак және полипропилен интербелдік жүйесінде 3-4 қатынас кезінде 24 сағат өткеннен кейін. Бұл жерде 16-да 4% құрады. Және бірінші кестеден көргенімізде гидрогедтердің осы интерполимерлік жүйе кезінде полимерлік тізбектің байланысу дәрежесі ең қарқынды уақыты 24 сағатта болатыны және 3-3 қатынас кезінде байқалды. Полимерлік тізбектің байланысу дәрежесі ең жоғары мәні 469% құрады. Келесі сканди иондарының интерполимерлік жүйеде полиакрил қышқылдар және полиэтилен имин гидрогедтерінен құралған жүйеде мәліметтер 2-ші кестеде және 10-шы суретте көрсетілген. Скандиондарына қатысты ең үлкен сорбциялық белсенділіктің полиакрил қышқылы және полиэтилен имин интерполимерлік жүйесінде 5-те 1 қатынас кезінде сорбцияның ең жоғарғы дәрежесі 26 сағат өткенде 36-7% құрайтыны сорбцияның процесінің жоғары мәні байқалды деп айта аламыз және сорбциялық қабілеттілігінің дәлелі көрсетілген. Келесі слайдта амилоид AR120 және ALO178 интерполимерлік жүйесінде скандиондарының зольпалық дәрежесінің параметрлері көрсетілген және оның жоғарылауы 5-те 1 қатынас кезінде байқалады және сорбцияның ең жоғарғы дәрежесі 38-де 0,6% құрады. Келесі бас суретіне көретіндіктер амилоид AR120 ALO178 интерполимерлік жүйесінде полимерлік тізбектің байланысу дәрежесі алмасу және аралық қатынасына және өзара әрекеттесу уақытына байланысты екені дәлелдеді. Және сорбцияның аяқталу уақыты 40 сағатқа дейін және полимерлік тізбектің байланысу дәрежесінің мәндерінің айырмашылығымен аймағымен бірге жүретіні байқалды. Келесі слайдта. Осы амилоид AR120 және ALO178 интерполимерлік жүйесінде жоғары сорбциялық дәреже көрсетілгендіктен біз аралығына полиэтилендің екі аспектында және сканди сорбциясының кейінгі сіңіру өзгерістері сульфонның қышқылы кезінде созылуына сәйкес және осы екі аспекттің 1330 және 1375 келі сантиметр толқындық аралығында интерполимерлік жүйенің жағдайына сіңіру мәні жоғары болатындығы өз кезегінде бұл жерде сканди сорбциясының болатынында дәлел бола алады және келесі суретте бұл жерде ALO178 ионитінің сканди иондарымен сканди иондарсыз 6-дан 0 қатынасы және сканди иондарымен 5-те 1 қатынас кезіндегі флуорепирлендердің инфрақызыл спектроскопиясында катион алмастырғыш пен анион алмастырғыштың гетероатом иондауы скандида макромолекулалық қышқылдармен сіңіру болатын және бұл дәрежесі 3000 толқындық жиілігі 3000 және 2800 келі сантиметр аралығында сканди иондарының сорбциясына байланысты деп дәлелдеуімізге болады. Келесі осы амилоид AR120 және ALO178
интерполимерлер жүйесіндегі сорпция кезіндегі ТГА параметрлер көрсетілген макромолекулалық құрылымдардың қисықтарын салыстырылуы алынған нәтижелер көрсеткендей термиялық өзгеру процесі бір уақытта 200 градусқа дейін жүреді және 3300 градустан 450 градусқа дейін температура аймағы барлық үлгілер үшін термиялық өзгеріс аймағы болып табылады және бұл үлгілер одан әрі қыздыру тұрақтандыру аймағынан пайда болуына әкеледі деп бұл процестің аяқталғанын көрсетуімізге болады. Келесі. Осы Сканди ионына жасалған интерполимерлік жүйелерді қорытындылайтын болсақ, полимерлік жүйелерді сорпциялық параметрлері, қорытынды параметрлері 3-ші және 4-ші кестеде көрсетілген мәліметтерге сүйене келе Сканди ионының ең көп мөлшері бөліну дәрежесі полиакрил қышқылының гидрогенінде 21,3% және амберлоид AR120 ионитінде 34,97% құрайды. Ең азы полиметакрил қышқылы гидрогенінде 4,7% байқалады. Ал интерполимерлік жүйеде Сканди ионының ең жоғары сорпциялық дәрежесі амберлоид AR120 және AB17,8 интерполимерлік жүйесінде кезінде жеті гидрогендермен салыстырғанда 38-де 0,6% құрайтыны және бұл жоғары сорпциялық дәрежесін көрсететіні анықталды. Кейін осы жоғары параметр көрсетілген интерполимерлік жүйе амберлоид AR120 AB17,8 параметрлері индуктивті байланысқан плазмалық атом эмиссиялық спектроскопияда анықталды. Қалған ақпараттармен бірге және осы 5-те-1 қатынасы кезінде 39-да 77% көрсетіп, біздің алынған мәліметтерді дәлелденді. Келесі 6-шы кестеде бізде келесі ионымыз итрий ионы полиметакрил қышқылы және поли-4-фенилпиридин интербелдік жүйесінде итрий иондардың максималды сорпциясы өлшенді. Итрийдің мөлшері 3-3 мольдік қатынас кезінде 27,76% және 7-ші кестеде уақыт бойынша интерполимерлік жүйенің полиметакрил қышқылы және поли-4-фенилпиридин итрий иондарына қатысты полимерлік тізбектің байланысу дәрежесінің тәуелділігі ең жоғары мәндері 1 сағат өткеннен кейін байқалды. Бұл жерде көріп отырғанымыздай 3-3 қатынасы кезінде, мольдік қатынасы кезінде полиметакрил қышқылы және поли-4-фенилпиридин интербелдік қатынасы кезінде 8,16% құрайтыны көрсетті. Келесі суретте Q2,8 және AB17,8 интербелдік жүйесінің итрий иондарының концентрациясының мольдік қатынасының уақытқа тәуелділігі көрсетілген. Итрий иондарын бөліп алудың максималды дәрежесі интерполимерлік жүйеде 3-3 қатынасы кезінде 88 сағат уақыт өткеннен кейін максималды 60% құрайтыны көрсетілді. 8-ші кестеде бастапқы иониттер, яғни Q2,8 AB17,8 интерполимерлік жүйесінің полимерлік тізбектің байланысу дәрежесі 3-3 қатынасы кезінде 42-де 13% құрайтыны анықталып дәлелденді. Келесі слайдта итрий иондарының концентрациясының полиакрил қышқылына және поли-4-фенилпиридин интербелдік жүйесі кезіндегі гидрогендердің сорпциялық параметрлері көрсетілген. Бұл мәліметтерге сүйене отырып 2-де-4 мольдік қатынас кезінде ортаны қамтамасыз ету оңтайлы конформациялық бар иондалға құрылымдарында итрий иондарын бөліп алу дәрежесінің мәндері ең жоғары мәні 2-де-4 қатынас кезінде нәтижесі 26,9% құрайтыны дәлелденді. Келесі суретке назар аударсақ, бұл жерде итрий иондарының концентрациясының амберлоид AR120 және AB17,8 интербелдік жүйесіндегі гидрогендердің мольдік қатынасы уақытқа тәуелділігі 24 сағаттан бастап амберлоид AR120 AB17,8 3-3 қатынасында сорпция процесінің жоғары дәрежесі 40,7% көрсетті және бұл жерде полимерлік тізбектің байланысу дәрежесі 12,37% дәлелдеді және өз кезегінде бұл жақсы сорпциялық қабілеті бар қосылыс екенін байқауымызға болады. Келесі слайдта алынған нәтижелер бойынша қорытындылайтын болсақ, интерполимерлік жүйелердің сорпциялық параметрлері көрсетілген. Итрий ионының ең көп бөліну дәрежесі Q2,8 AB17,8 интерполимерлік жүйесінде 60% жоғары көрсетілгені анықталды. Келесі және бұл осы жерде 13-ші кестеде индуктивті байланысқан плазмалық атом эмиссиялық спектроскопияда әдіс арқылы итрий ионының интерполимерлік жүйесінің сорпциялық мәліметтері ең көп дәрежесі көрсетілгені анықталып дәлелденді. Келесі слайдымызда 9-ші суретте Сканди ионының азот қышқылымен және полиакрил қышқылы полиэтиленин гидрогендермен итрий иондармен азот қышқылы және
азот қышқылында Q2-8 және АБ17-8 иониттерінің дисорбция дәрежесі анықталды. Дисорбцияның қарқынды аймағы 6,5 және ПАК-та 30,2, P-да полиэтиленин гидрогелде 15,1% көрсететіні анықталды. Иондарының тағы Q2-8 және АБ17-8 иониттерінің дисорбция процесі келесі суретте көрсетілген. Алдыңғы жүйеге ұқсас және алғашқы 6 жарым сағат кезінде дезорбциялаушы агент байланыста болған кезде макромолекулалардың екі иондармен бөліну аймағы болатыны байқалды. Келесі слайдымызда біз 20-шы суретте полиакрил қышқыл және политорбинилпиридин интергелдік жүйесінде гидрогелдердің екі аспекторға көрсетілген полиакрил қышқылымен сәтті синтезделген және ионын бөлу кезінде полиакрил қышқылының 1150 келі сантиметрінде және жолақтың 700 және 1500 келі сантиметр аралығында сіңіру процесінің болатыны көрсетілді. 22-ші суретте полиакрил қышқылы және политорбинилпиридин интергелдік жүйесінде ионның сіңіруден кейінгі және дейінгі политорбинилпиридин гидрогелдеріндегі сорбциялық төмендеуі және жолақтары сіңіру жолақтары 1800-1750 келі сантиметрінде сорбциялық дәрежесі анықталды. Келесі полиакрил қышқыл және полиэтиленин жүйесіндегі интергелдік жүйесіндегі скандион бөлу кезеңінде гидрогеннің сорбцияға дейінгі сорбциядан кейінгі параметрлері 23-ші суреттен көрінуге болады. Бұл жерде 1600 келі жиілік сантиметрінде қарқындылығы скандиондардың сіңірілуімен дәлелденді. Келесі скандион интериондар бар техникалық белгідегі анықтаушы интерполимерлі жүйе арқылы технологиясы берілген. Бұл жерден скандиондарына аталған жеке бөлініп алынған қалдық ерітіндіден екінші бағанада интериондарынан интерполимерлі жүйелердегі сорбциялануы ары қарай әртүрлі қатынаста гидрогелдермен құралған жүйелер негізіндегі сорбциялық дәрежелері анықталатыны дәлелденіп осындай технологиялық схема сызылды. Келесі осы аталған мәліметтерді қорытындылайтын болсақ, полиакрил қышқылы және полиметакрил қышқылы, политорбинилпиридин және полиэтиленин гидрогелдеріндегі сирек орторланған гидрогелдері лабораториялық жағдайда синтезделді. Сонымен қатар амберлоид АЕ120, АБ17-8, Q2-8 өнеркәсіптік иониттердің электрохимиялық қасиеттері зерттеліп, нәтижесінде сканди және интериондарына сәйкес келетін интерполимерлі жүйелер құрылды. Полиметакрил қышқыл және политорбинилпиридин, полиакрил қышқыл және полиэтиленин амберлоид АЕ120, АБ17-8 интерполимерлі жүйелерінде жеке гидрогелдермен салыстырғанда скандиондардың алудың анағұрлым жоғары дәрежесі анықталды. Анықталған нәтижелер бойынша полиметакрил қышқылы политорбинилпиридин интергелдік жүйесінде 3-3 қатынас кезінде скандиондар блок алу дәрежесі 16,4%-ды құрады. Полиакрил қышқыл және полиэтиленин гидрогелдері үшін 1-1 қатынас кезінде 36,7%-ды. Амберлоид АЕ120 және АБ17-8 интерполимерлі жүйесінің 5-1 қатынас кезінде 38,06%-ды құратыны анықталды. Келесі полиметакрил қышқыл және политорбинилпиридин гидрогелдерден құралған интергелдік жүйесінде полиакрил қышқыл және политорбинилпиридин Q2-8, АБ17-8 және амберлоид АЕ120, Q2-8 интерполимерлі жүйелерді жеке гидрогелдермен салыстырғанда интериондарының бөлінуінің жоғары дәрежесі анықталды. 3-3 қатынас кезінде КМАК және политорбинилпиридинде 27,7%, полиакрил қышқылында және политорбинилпиридин интергелдік жүйесінде 26,4%, 7,4 қатынас кезінде Q және 2,8, АБ17-8 интерполимерлі жүйесінде 3,3 қатынас кезінде 60%-ды және 3,3 қатынас кезінде амберлоид АЕ120 және АБ17-8 интерполимерлі жүйесі кезінде 41,7%-ды құрайтыны анықталып дәлелденді. Зертханалық сканди және интериондар бөлу кезіндегі интерполимерлі жүйесіндегі сорбцияға дейінгі және сорбциядан кейінгі гидрогелдердің параметрлері алынған нәтижелері физика-химиялық әдістермен және гидрогелдердің полиакрил қышқылы, политорбинилпиридин, КМАК және полиэтиленин гидрогелдерінің құрылысы екі аспектор талдау әдісімен дәлелденді. Осы алынған нәтижелер бойынша
диссертация жұмыстың мазмұны бойынша жасалған баяндаманы тыңдады. Құрметті әріптестер, кешірім өтінеміз, уақыттың созылып кеткенде баяндаманы өте созып жүрміз. Сондықтан қысқарту уақытын сізге айтып едім. Осыған байланысты енді осы жұмысты талқылауға кірісейік. Сіздердің сұрақтарыңыз болса, профессор Сүтбаев. Мәлімет жоқ енді технология еркін деп айтылған скандин нитрий. Соны скандин нитрий қанша мөлшер катион күйінде, қанша мөлшер анион күйінде жүреді. Или пашқа байланысты өзгереді оның катиондық түрі, немесе аниондық түрі. Себебі скандин нитрий ол әртүрлі формада жүреді. Сұрағыңызға рахмет. Бұл жерде техникалық еркін ретінде скандин және нитрий иондары алынып келіп, бұл жерде скандин сульфаты және нитрий нитраты ерітінділер алынды. Бұл жерде техникалық модельді распределение, модельді ерітінді ретінде осы иондардың тұздары алынды. Онда азот қышқылында етіліп алатын сол модельді ғой. Сіз технология еркін деп жазған, сосын мен сұрап отырмын. Технология еркінде ол пашқа байланысты, ішінде қышқылына байланысты, несіне байланысты әртүрлі формада жүреді. Модельді болса онда түсінікті. Азот қышқылында ғана ерітсеңіз, әрине. Онда катион күйінде. Онда катион күйінде жүреді ғой. Менде бір сұрақ бар. 8-ші кесте бойынша полимер тізбегінің байланысы дәрежесі битлерге байланысты. Бұл жоғары моделі интерполимерлік жүйесінде Q28, AB178 3-пен 3 қатынасы байқалады деп айттыңыз. Ол неге байланысты? Қалай түсіндіруге болады? Сұрағыңызға рахмет. Полимерлі тізбектің байланысу дәрежесі бойынша бұл жерде жоғары сорбсалық мәнді 42-13 3-3 қатынасы кезінде көрсетті. Яғни бұл интерполимерлі жүйедегі нитрий ионының байланысу полимерлі тізбектің яғни өткен звеноға буындарына өткен нитрий иондарының байланысу дәрежесі. Менде сұрақ бар, рұқсат болса. Сонда негізгі мақсат бөліп алу ғой. Полимерлерге бөліп алу. Солай ғой. Сонда бөліп алу механизмі қандай? Не түсіледі? Сұрағымда соңында не түсіледі? Полимер металл ма? Кешен түсілді ме? Комплекс түсілді ме сонда? Металлдармен полимер комплекс? Сұрағыңызға рахмет. Скандин және нитрий иондарын бөліп алу сіз басын ашасыз ба? Не түсіледі? Соңында қандай өнім түсіледі? Комплекс пе? Бұл жерде қолышы сайтта көрсетілген келесі. Металл комплекс, иә? Иә, металл комплекс. Металл комплекс. Екі гидрогель ретінде негізі қышқылдық гидрогельдер осы жерден әртүрлі қатынаста алынған гидрогельдерді Жақсы металл комплексті алдыңыз, енді өнімді есептейді. Сонда осы металл комплекстен өнімді есептейміз, сонда металл комплекстің құрамын, яғни құрылысын дейді. Тек қана инфрақызыл спектроскопиямен ғана анықтадыңыз ба? Тазалығы, шығымы, массасы анықталып жоқ па? Сұрағыңызға рахмет. Бұл әлі ол шығымын несін анықтамады. Сіз енді оны бөліп алдыңыз ба? Инфрақызыл спектроскопиямен қалай түсіндіңіз? Біз сорбция кезінде алынған аликот нәтижелерін, яғни бұл жерде екі аспекттарға полиэтилен және полиакрил қышқылдарын гидрогельдерін алдық. Сорбцияға дейінгі және құрылысты қалай анықтадыңыз? ИК-мен құрылысын анықтадым деп отырсыз. Қалай анықтадыңыз ИК-мен? Көрініп тұр, ойындарын бөліп алып, жеке екі спектроскопияға барып қатты болды ғой, қатты сат болды сонда. Ертіп барып анықтайсыз, енді сонда алынған өнім болып тұр ғой, комплекс, яғни оның құрылысы
және тек қана инфрақызылысты жүзбекпен массасы дәлелденді ме массасы? Енді бұл тазалығына байланысты сұрақ болып тұр менде. Екінші сұрақ енді тазалығын анықтау үшін. Екінші сұрақ мынау міндеттеріңізде полимерлердің конформациялық қасиеттері міндеттеріңізде тұр. Мынау негізі талқылауда ұлттырып айтқан жоқсыз. Конформациялық қасиеттері міндетте тұр және конформациялық зерттеу өткізсіз, иә, міндеттеріңізді қойыпсыз. Бұл қандай әдіспен анықталды және ол туралы не айтасыз? Конформациялық зерттеу өткізсіз. Екінші, бірінші міндеттер оқысаңыздар, біз ол жағында электрохимиялық және конформациялық күйін зерттеу өткізсіз. Қалай зерттедіңіз? Екінші сұрағыңыз бойынша полиметакрилшығы және полиакрилшығы полиэтиленмен және полипропилен гидрогелдердің және иониттердің конформациялық қасиеті анықталды деді. Бұл pH қасиеті және электр өткізгіштігі конформациялық қасиеттен анықталды. Конформациялық қасиет деген ол құрылысына байланысты емес па? Конформация деген құрылыс қой. Полимерлердің бұл әртүрлі жаңағы қабілеті соған байланысты, иә ол дұрыс сұрақ қойған сұрағыңыз, ол конформациясы зерттелінді. Сыну дәрежесі анықталды. Осы аталған гидрогелдердің сыну коэффициенті анықталды. Сонда қандай конформациялар бұл жерде жүзеге асады? Қандай конформациялар? Қандай конформациялар болады? Белсендігі соған байланысты шығар. Қандай конформациялар болады? Зерттелінді. Тағы сұрақтарым бар. Мына технология бойынша. Технологияны сіз басынан айтып кетірдіңіз, негізі сіздің мақсатыңызда технологияны жасау керек, әзірлеу. Бұдан менде сұрақ. Туралы айтылған жоқ. Мынау бөліп алу технологиясы өтті. Мысалы, қандай қондырғыда әзірленді? Лабораториялық қондырғы бойынша қандай? Сұрағыңыз 20-шы слайдта техникалық еркіндігінен сканди және итриондардың жеке бөліп алу сызбаның нұсқасы берілген. Бұл жерде сканди итриондардың техникалық еркіндігі салынды және әр еркіндігі интерполимерді жүйе құрылды. Осыған сәйкес келетін интерполимерлік жүйе арқылы бірінші техникалық еркіндігінде демек сканди және итри иондар болғандықтан оны бірінші сканди ионын бөліп алдық. Алдында аталған интерполимерлік жүйелер арқылы кейін қалған еркіндіден бағана 9-шы слайдтағы механизм бойынша алипод алынды және сол алиподтар қарай анықталатын еркінді дайындалып сектор фотометрде аппаратында түсірілді. Кейін қалдық еркіндіден интергелді жүйемен интерсорбциясының дәрежесі анықталды. Қалған еркінді, яғни итрионмен байытылған еркінді қалады, онdan қарай дисорбция процесінде дәрежесі анықталды. Кейін осы аталған процестер қайта 4 цикл бойынша қайталанды. Осы лабораториялық жағдайда сызба нұсқа құрылып технологиялық дәрежесі анықталды. Сканди және итриондар. Профессор Мехат. Сұрағыңыз бар ма? Сұрақ қоюға болмайды, жастар деген сұрақ ойлап береді ғой. Сұрақтарыңызды айта алыңыз. Басынан бастап жастар қойып жатқан сұрақтарға мен де қосылайын деп отырмын. Мына жұмыстың аты гидромикологиялық өндірістің еркіндігін айтып жатыр. Сіз бұған жауап бергенде модель система алып отырсыз. Бізден ары қарай сіз алған моделіне негізінде өндіріске сондай схеманы жасалды ма, жасалмады ма? Себебі мына келтіріп отқан технология сызба нұсқада жалпы бәрі бірдей. Алдында қандай зат алдыңызға деп сұрап жатыр, мен де солай түсінбедім. Аяқ жағында қандай мысалы мына скандинавия дейтін заттар
құжаттары түзілді. Соған жоқ дейміз. Сұрағыңызға рахмет. Бізде ең бірінші осы аталған гидрогелдерде полиактивті қышқыл және полиэтилен, полипропиленпиридин және иониттер амилоид АЕ120, АВ17-8 және Q2-8 бірінші активтену дәрежесі белсенділігі анықталды. Осы белсенділігі анықталу арқылы, активациясы анықталу арқылы, оны қарай әр ионға, сканди және итр иондарына қабілетті тиімді интерполимерлі жүйе құрылды. Интерполимерлі жүйе құрылу арқылы конформациялық электрохимиялық қасиеттері анықталып отыр. Кейін осы техникалық бертінде модельді распределенеміз және техникалық бертінде ары қарай ертіндіге салынып, осы аталған гидрогелдерден құралған интерполимерлі жүйелер алигот алынып, сонымен ары қарай сорбциялық дәрежесі, яғни осы интерполимерлі жүйеде қандай дәрежеде сорбциялық параметрі болады, қандай дәрежесі сол анықталды. Және осы не бойынша схема 23-ші слайдта көрсетілген схема осы алынған нәтижелер бойында құралды. Енді мына сіз барлық жерде жазасыз. Сканди ионы, итр ионы. Ал енді мысалы басқа ионмен байланысы болса, бұл схема жұмыс істей ме, істемей ме? То есть мен сұрағым негізгі неге байланысты? Сол мына сканди мен итриді не себеппен сіздің синтезделген гидрогелдерін сол сорбция жүреді? Механизмі қандай? Сорбция сорбция. Қандай, сосын екеуінің айырмашылығы қандай? Иондардың радиустары. Иондық радиустары, сканди және итр иондарының иондық радиустары жақын болып келеді, сондықтан осы екі ионды таңдап алғанбыз. Және басқа біз алдағы уақытта көреміз, басқа иондарды бізде тек қана екі ион болды. Сол екі ионға құрылған интерполимерлі жүйелердің сорбциялық дәрежесін анықтадық. Алдағы уақытта біз басқа да сирек жер металдармен, 17 сирек жер металдар бар, сол басқа да металдармен көріңіз ойда алдағы жұмыстарға атқарылады. Кешіріңіз, енді мына химиядан сұрақ сұрайды сізде. Сканди итри +3. Қай ионның иондық радиусы үлкен, не себептен үлкен болса? Ескерген болса, не себептен үлкен? Түсіндіресіз бе? Периодтық системада орналасқанға байланысты. Енді сіз механизм дейінде болсын. Механизмді енді екеуінің айырмашылығы енді жақын екен бәрін білеміз ғой. Мысалы, кішкене металдар мысалға сирек кездесетін металдардың жақын аралары. Екеуінің айырмашылығы қандай? Қайсының ионның радиусы жоғары? Ол жалпы химияның сұрағы. Сұрағыңызға рахмет, итридігі бұл жерде жоғары болып қалады. Итридігі не себепті? Не себепті жоғары? Бұл химиядан сұрағы. Сонда жалпы мен механизм қандай? Сорбция. Немен орынбасады. Қай ион мысалында сканди иондар немен байланысады? Не себептен олар сосын синтезделген гидрогелдермен байланысады? Себебі не? Себебі бұл жерде гидрогелдердің яғни дәрежесінің, сіңіру дәрежесінің жоғары болуына байланысты гидрогелдердің. Механизм сорбция. Қандай микротехникті жүрген уақытта айтылды реакция не себептен жүреді? Құрамдағы карбоксил, амин топтарының және сульфа топтарының болуына байланысты, яғни дисертацияға ұшырауына байланысты олардың жоғары сорбциялық дәрежесі. Жоқ, сұрағым мынандай. Не себептен осы сканди итри иондарын қандай топтармен байланысады? Комплексті тағы өте қарапайым сұрақ.
себебі кабинет айнамейді. Сонда айондар, райондар сол жерге деген байланысады механизм. Сосын жасауға жасаған кейбір механизм. Сіз тем более сол екеуін жүргізіп мына технологиялық сызба нұсқасын беріп тұрмыз. Беріп отырған сызба нұсқа ол қандай заттан салынса бәрі осындай болады. Енді аласыздар сортыны, сосын бір екі үш мегаваттта бес сортыны, сосын шығар ол байланысты скайп, гиб, бәрі ешқандай айырмашылығы жоқ. Ал сіздерді технология пайдаланған мысалында екі жерден қабылдап алып, сосын осындай шығып, мынандай осындай болды, мынандай болса, оны түсінуге болады. Ал бұл жалпы ешқандай айырмашылығы жоқ басқаларда. Или айырмашылығы бар ма? Әбдесі қиналттым ба, мынандай соңғы жайлаған мақсаттардан бастапқы кезде сіздерден сұрағым келгенде байқалған патентте банктан еркіндердің алу тәсілі банктан қатысы бар екі патент алыпсыз. Біреу түсінікті, оларда неге байланысты скайпиға. А екінші банктан қандай қажет бар? Онсыз сіздер публикацияларды жеткілікті. Сұрағыңызға рахмет. Бұл жерде вантаға дейін барлық интерполимерлік жүйелер активациясын жасадық. Сондықтан бұл жерде патентте мен де есімім қосылған. Себебі интерполимерлік жүйелердегі және аталған интерполимерлік жүйелерде имплантант биомына да социалық дәрежесі анықталды. Соған байланысты. Рахмет olsa сұрақтарымыз көп. Келесі алдымызға алған сияқты менде де осы сұрақтың диссертацияның құрылымына байланысты, жасалған баяндамаға байланысты сұрақ көтеріп, соған байланысты арасындағы ең негізгілерін анықталуды ойлаймын, себебі уақыт шектеуіне байланысты. Бірінші сұрақ соңында болады. Бірінші ұсыныстарымды айтсам, сіздерде диссертациялық жұмысты орындау барысында ғылыми ғылымға қатты мән берген сияқтысыздар. Негізгі замечаниялар осы. Себебі ғылыми ғылым анықтау үшін сіздерде бұны айтатын себебім, сіздердің презентацияда қалай жасадыңыздар, нарезда жоқ ғылыми. Мен диссертацияны оқыған кезде диссертацияның ішінен де келтірілген ғылыми жаңалықтарды жазасыздар, олардың ешқайсысын ғылыми жаңалыққа жатқыза алмадым. Бұл бір нәтиже. Екінші, зерттеудің өзектілігіне келесіздер. Өзектілігінде сіздерде нақты осындай мысалы тақырып сіздерде қандай айтқанда жаңағы полимерлерді алу, интерполимерлерді алу, соның қажеттілігіменен именно сол жағына сканинг бөлу туралы жазатын жағдай бола бердім. Өзектілікте диссертацияның ішінде сіздерде тек скан деген қажеттілігі, қолданылуы, суақтарда қолданылатыны, сондай туралы жазылған. Бұл екінші. Одан кейін жаңағы осы жерде айтылған сұрақтардың көбісіне жауап болмады. Жаңағы ағамыз айтқан скан ерітіндің ішіндегі мысалы Несіпбек Қуаныш скан деген биіктеген ерітіндегі процент дәрежесіне байланысты ерітіндің ішіндегі қашыққа байланысты өзгеретін иондық радиустарын айтқан кезде сіздер нақты ангстромға байланысты цифрлар айту керек болған радиусы қанша. Оған жауап болмады. Енді менің осы жердегі сұрақтарымды зерттеу толқындай кезде айтатын болсам, технология сұрағы үшінші. 23-ші слайдқа мысалы. Себебі сіздермен тақырыптың өзінде схема жасау бар, бірақ міндеттерде схема жасау деген өте көрсетілмеген процестің механизміне, кинетикасына байланысты, егер жібат сексертілсе мысалы механизмді көруге болады деп ол жазылмаған. Схеманы түсіндіріп бере аласыз ба? Мысалы бұл жерде мен қазір тоқталып айтқым келіп тұрған нәрсе. Ең бірінші мінекей ерітінді дегенсіздер, ерітіндінің шыққан сразу қалдық ерітінді дейді. Ол қалай? Ең бірінші сұрақтар қолданылған ең бастапқы нәрсе сіздерде ерітінді. Ол ерітіндіні сорпцияға жіберіп, одан кейін барып қалдық ерітінді алынса түсінікті. Бірақ сіздерде ерітіндінің сразу қалдық ерітінді шыққан. Ол қалай шықты?
сұрағыңызға рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Жауап бересің болады ма? Рахмет. Бұл жерде техникалық еркіндік ретінде сканди интергиондар алынған деп айтылады. Және сол бірінші осы құралған интерполимерлі жүйеде мысалы полиакрил қышқылы, полиметакрил қышқылымен немесе полипропилен, полиэтиленмен құралған интерполимерлі жүйеге осы сканди интергиондары бар техникалық еркіндік сол және активтену дәрежесі қамтамасыз қасиеттері анықталған интерполимерлі жүйе сол еркіндікке салынды. Кейін арада осы жерден бірінші сканди ионын анықтаймыз. Кейін осы сканди ионын анықталғаннан кейін бізде қалдық еркіндік алды. Сол қалдық еркіндікте бізде құрамда деген тек қана 2 ион болғандықтан бізде қалдық еркіндіктер итр ион болады. Ал итр иондардың бағана айтылған полиметакрил қышқылы политротилминопиридинде және полиакрил қышқылы политротилминопиридинде ион алмастырғыш шайырларда Q2-8 А17-8 және янктер амберлек AR120 А17-8 интерполимерлі жүйесінде осы итр иондарын анықтады. Кейін екі жақтан да қалған ерітінді, яғни итр ионмен байытылған ерітінді анықталды. Кейін ара диссорбция дәрежесі, сканди және итр иондардың диссорбциялық процесі анықталды. Кейін ары тағы да бізде диссорбциядан кейін бізде сканди ионмен байытылған ерітінді қалады. Осы циклді тағы 4 рет қайталау арқылы біз алынған ерітінділерді қайтадан анықтауға диссорбциялық дәрежесін анықтауға болады. Өмірсек сабыржанова жауапқа қалай әдес сұрақтарын Ойын бойынша жұмыс өте жоғары деңгейде орындалған. Қазіргі уақытта бизнес, инновация және ғылым моделі бойынша әлемдегі ғалымдарды именно қандай экономикалық тиімділігі болатыны, байқалатыны деген сондай сұрақтар бар. Менің сұрағым бұл келешекте бұл технологияны енгізуде экономикалық тиімділігін күтуге болады ма? И сіздің ойыңызда бар ма ол жалғасуға, коммерциализацияға әкелуге? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Бұл әрине бізде ары қарай осы технология бойынша өндіріске енгізу мүмкін деп айтуымыз болады. Себебі бұл жерде алынған иониттер және гидрогендер қазіргі таңда кеңінен қолданылады. Сорбцияға түсу қабілеті бейім және бұл жерде ең басты арзан болып табылады. Иониттердің және гидрогендердің арзан және қолжетімді болуына байланысты бізде сканди және итр иондары сирек жеңіл металлдар қазіргі таңда көп сұранысқа ие. Әртүрлі салаларда, нанотехнология, компьютер салаларында көп қолданылатындықтан, сондықтан бұл ары қарай дамыту жолдары. Менде бір сұрақ бар, рұқсат болса. Профессор Мына алынған негізгі нәтижелерге стат обработка жасалынды ма? Стат обработка. Сұрағыңызға рахмет. Өкінішке орай ол жасалмады. Жақсы. профессор. Мен айтайын дегенім, басында технологиялық еркін деп тұр ғой, соны модельдерін өзгеретін соны айтуды өткерді. Екінші содан кейін мына амберлит, аненит, сосын А17 катенит екеуінің қоспасы жақсы нәтиже береді. Екен жеке ол иттрий катен түріндіретін болса, сканди катен түріндіретін болса, онда неге олар катенитпен жақсы алмасу жүрмейді? Ал қоспада жақсы жүреді жаңағы алмасу. Біреу аненит бұл, біреу катенит болып тұрғанымызда жақсы жүреді. Неге катенит өзі егер иттрий тек қана катен күйінде жүрсе, неге сканди катен күйінде жүрсе, онда катенит жақсы әсер береді болса, сорбциясын
Содан кейін сіздің мына конформациялық нәрсені пақ, құмақ деген гидрофобты метилдол бар құмақ деп салды. Соны қатынаса полиэтилен пақ жақсы әсер береді мысалы сорпцияны. Құмақ уже қалып қойып отыр. Даже екі есе де сонда қатынасы үштеуші болса да қалып қойып отыр. Сол конформация деген сөз жаңағы құмақтың несі қозғалғыш береді. Гидрофоб толы болғандықтан кішкене жылжымалы болып береді да қозғалғыш. Сондықтан олар клубок дейді орысша айтқанда. Сонда кезде оған ішіне кіру қиын болады да. Анау сызық полиметрге кішкене кіру оңай болады. Сол тармақталған полиметр деген болады, сызыққа деген болады. Соған байланысты конформация деп айтқан артымыздағы адамдар айтып жатқан сол конформацияға байланысты қалай сорпция өзгереді деп сұрап жатыр ғой жаңағы. Соны сізде тұр ғой, пақ тұр, құмақ тұр, пақпен бензопиридин тұр, құмақпен бензопиридин тұр, пақпен полиэтилен тұр, құмақпен полиэтилен тұр. Бірақ мен айтайын дегенім, осылардың бәрін зерттеген кезде ангелитпен А17-тен жерде қалып қойып жатыр да сіздің гендеріңіздің сорпциясына қарап отырсам, мына жерде 60%-ге дейін кеткен. Сонда сіздің неңіз ұсынып жатқан жаңағы гидрогендеріңіз белгілі ангелитпен жаңағы А17-тен кішкене қалып қойып жатқанына қарағанда соның қандай артықшылығы бар онда басқа жағынан дейді. Сорпция жағынан қалып қойып жатыр, басқа жағынан артықшылығы бар шығар. Соны айтып жіберсеңіз. Сорпция дәрежесі амберлоидте және амберлоид аяқ 120 және А17-8 скандионмен жоғары дәреже көрсетті. Және И-8, А17-8 интерполимерлі жүйесінде И-триллионы 60% жоғары дәреже көрсетті. Бұл жерден иониттердің сорпцияға аса қабілеттілігіне байланысты деп ойлаймын. Түсуіне бейім келуіне және олардың электрохимиялық қасиеттеріне байланысты. Мүмкін тезірек дисрупцияға ұшырайтын шығар, тез қайтадан қолдануға болады шығар қайта қайтайын. Сол жағынан мүмкін артықшылығы бар ма дегені ғой. Негізгі аминитпен протеиниттің қалыптығы сіздің белгіңізде. Бұл енді күрделі шынды дұрыс айтасыз, мынау міндеттеріне тұрғаннан кейін конформациялық қасиеттерін конформацияны зерттеу керек. Ол туралы ештеңе айтылмайды. Әрине бұл конформацияға байланысты комплекстің түзілуі. Сондықтан комплекстің алынуы ғой, екі бөліп алуға байланысты комплекстің жаңағы конформацияларына байланысты. Енді құрылысын көріп қарасаңыз, ішіндегі жатқан байланысты. Оны нақты зерттеу дегеннен кейін мен сұрақ қойып отырмын конформациясы. Міндетінде тұрғаннан кейін, басқаша айтып көреді оны. Рахмет. Жиырмасыншы суретте сіз скан және региондардың дисрупциясын келтірсіз да, соның сандық мәні бар ма дисрупцияның? Сандықмәнге? Бар, иә? Сандықмән келтірілген. Жасадыңыз, иә? Сандықмәнге дисрупция бойынша жақындағы 6,5 сағат кезінде өте байқалатын және полиамбрил қышқылында 30-2%, ал полиэтиленнің гидрогелінде 15-4% бөлінетіні және одан дисрупция басталғаннан кейін 24 сағаттан кейін скандидің 35-9%-ға дейінгі нәтижесін көрсететін Екіндің ары қарай көрдіңіздер, иә? Иә. Тексер. Ал сонан кейін мұнда 15-ші слайдта сізде интергелдік жаңа құмақ ПВП интергелдік жүйесіндегі иондарының бөліп алу дәрежесі 27-76-ға келді, бір сағат қой дейін, иә, осы деп белгіледіңіз? Иә, сағат. Соны дұрыстап белгіледі шығармайды. Содан кейін төмендеп барып қайта көтерілді. Бұл немен байланысты? Бұл жерде полимеркациялық қышқылына және полиэтиленпиридиннен, яғни негізгі гидрогелге байланысты екі гидрогелдің, яғни сорпциялық қабілетінің негізгі гидрогелде төмендеуіне байланысты. Содан кейін жаңағы көп әріптестер айтып жатыр ғой, жаңағы технологиясы мен келісемін бұл сұрақтармен. Содан кейін 20-ші слайдта сіз жаңағы келтірген сызбасын дейсіз ғой. Сонда 4 цикл қайталау дейді. Сіз өзіңіз циклдік сорпция, дисорпциясын көрдіңіз ба, исследователь?
birinchi siklda bolsuncha, ikkinchi siklda bolsuncha, üçüncü siklda sol zertteldimi? Ол цикл бойынша 4 sikl qaytалау деп беріп тұрсыз ба сызбаңызға, иә? Ал ол 4-ші циклда қаншалықты жұмыс жасайды? 4 цикл қайталанған бізде тек бұл ұсыныс ретінде, яғни осы 4 циклға дейін қайталауға болады деген ұсыныс. Енді оны сіз өзіңіз көрмесеңіз, қалай ұсыныс айта аласыз, егер өзіңіз зерттеп көрмесеңіз. Жарайды, содан кейін тағы бір сұрағым, селективтілігі қандай екен осы гидрогендердің? Мысалы, нақты иттрий ионына, нақты скандий ионына, басқа иондардың қатысында ол өзін қалай ұстайды екен? Осыны сіз мақсат қойдыңыз ба, әлде ары қарай зерттейсіз ба? Ары қарай әлі зерттеледі. Рахмет. Мен сұраныңыз, ұсыныс айтайын. Жұмысымыз өте көп екен да, бірнеше түрлі әртүрлі қатынаста қосқан кезде өте көп кетеміз. Негізінде қатты не ашып жұмыс істейді. Одан кейін жоғарыда жұмыда да жақсы сұрақтар қойылды, механизмі, жаңағы сортиран кейінгісі, негізі ол мәжілісте 13-ші бетте тілге сөйлесіп, сол бойынша түсіндірсеңіз, негізі дұрыс болады. Ол тілге екіншіде көрініп тұр. Басқарында мысалы ағылда 25-27%, оның ең соңғысында 30 пайызға дейін өскен дегидратациясы. Демек, ол жерде белгілі бір металдың құрамы бар деген сөз пікірде, яғни осы арқылы осы жерден ақ есептеп, бастапқыда сіздің жаңағы тағы инструментпен есептедіңіз ғой, сонымен салып жасасаңыз, яғни осы тілгәмен қоса анықталды деп дұрыс болатын еді. Материалда жақсы көрсеткен, анық көрсетіп тұр екен. Одан кейін тағы жаңағы байланыс туралы көп сұралды. Енді ол бізде жалпы осы біздің Қазақстандағы PhD-лерге, докторанттарға қиын нәрсе, бізде инструменттің жоқтығы. Мен оны байланысты анықтайтын XPS деген инструмент мен Қазақстан бойынша бір-ақ жерде бар. Оның өзі Назарбаев университетінде бар, бірақ оның өзі өте бос емес, бәрібір жер әкеледі. Сонымен бірге мынау жаңағы тілгандағы әртүрлі немеге жағақ қойғаны бар, әртүрлі қатынастасын жеке-жеке түсіретін. Онда сол Қазақстан бойынша бір-ақ жерде бар. Жалпы осы сияқты докторанттардың зерттеуі біздің Қазақстанда инструменттің жоқтығы қол байлайды, барлық жерде, көп жерде. Негізінде барлығынан жақсы зерттеу жасағысы келеді. Жалпы біздің Қазақстандағы осы жерде күн кемшілігі, енді докторанттың жеке кемшілігі деп айта алмаймын. Жалпы жұмысымыз жақсы, жаман емес, өте жақсы. Жалпы жалғасты жүйелі зерттеу болса, одан ары тіпті жақсы болып кетеді деген ұсыныс. Жақсы, бізде ұсынысты тоқтатайық. Сұрақтарыңыз болса, жұмысты талқылайық. Ұсыныс сосын болады. Содан кейін соған байланысты қазір енді мен ойлаймын сұрақтар жеткілікті. Қысқа бір сұрақ болады ма? Ал Қысқа бір сұрақ. да. Профессор Байбек. 16-17 слайдтарды ашсаңыздар, біреуін ашсаңыз. Екі сөзінің мәні өте бірдеңе. Можно определить. Концентрация места? Я концентрация және малярлық қатынасы жұмыс. Концентрация және малярлық қатынасы. Процентный нәрсе. Сол концентрация. Концентрация процент дейді ме? Или граммда не болу керек па? Есептеген бойынша пайыздық көрсеткішке келтіресіз. Ерітіндінің ішіндегі ионның концентрациясын қалай пайдаланасыз? Бұл жерде қараңыз, 16, 17, 18, 9, 10 бәрінде осындай өгей өсімдік процент. Бөлі дәрежесі. Бөлі алу дәрежесі ме? Жақсы өмір сүріп, тағы да
сөз енді кеңесшілерге кеңесші доктор профессор бұл өзі жалпы екептен әдеседі, қашпан әрекетті секция, бұдан 5-6 жыл бұрын ашылған. Оны көргеннен кейін, оны жаңа осы металдарды, ионды компоненттерді бөлмалы қолама деген бізде ой болғанмен біз алып тексерді, дисциплин болуға бөлу болар екен. Содан кейін мен жаңағы бұл компанияларды қарап, ішінде қазірдің құрамында өндірісте ниетінде де өте көп иондар бар екен, 25 па сондай. Соны жаңағы редкіземен барлық комплекті бар екен, ураны бар, торий бар, басқа капсулалар бар. Содан кейін мен осы атом промирен келісім жасап, меморандумға қол қойып, сол атом растауларынан бүкіл металдар бірден тұрады мақсат қойды. Олардың бас директорының айтты, бірінші сіз бізге сканди деп өткізсеңіз, басқа лантаметрді бөліп. Өйткені сканди металдарымыз ең қымбаты, ең қиыны. Ең радиусы кішкентай сканди. Бұдан жоғары сленкет деген бар, раволентет лантаметрді көшкіде ауысу. Содан бұл қызға тапсырма берді, сен жаңағы скандименен екеуі бір ұрпада тұрғанда ниеттейтін бөлу мүмкіндіктер қарастырыңыздар. Бұнда бұл несі механизмі простой. Карбоксин группа, любой жаңағы сульфа группа, жаңағы өзінің константисацияға байланысты су ерітіндісі дистиллянады. Екінші анионит болсын, или анионный гидроген болсын, ол OH группасын болып шығады. H пен OH группасы бірге су молекуласы электронейтральный молекула. Сондықтан катионитте, анионитте зарядтағы бұғымдағы саны өседі. Сол кезде Ле-Шатель принцип іске қосылады. Ле-Шатель принцип бойынша раствордағы иондардың саны төмендеген сайын ол ионның қалпына келтіру үшін қайтадан диссоциация процесі күшейеді. Сондықтан барлық біз қарастырып отқан анионит катиониттер социал дәрежесі риск өседі. Классический химияда ионамен смоланы айналысқан көп адамдар біледі. Ионамен смоланың сарпсөзін 5% өсіруді қиын. Әміна біз системада сұрады, 30-40% ішін өсіп кетеді. Бұл өте үлкен достижение. Бұл деген не? Бұл біздің барлық жаңағы пищевой правильный, пищевой отдых, текстильный, красивый экология барлық жерде осы система арқылы тез бөліп жаңағы проблема шешуге болады. Енді олар жаңағы осы сұрақтардың көбі толып атқан химияда теория вопростар, технология вопростар. Ол пайдалану бәрін жауап бере алады. Ол өте күтіп отыр. Жаңағы ионный механизмді біледі, просто өз растирацияға не отыр. Ол чисто ионный механизмі бұл жерде. Одан басқа ионный механизмді подавлять етсе, координация қосылады. Координация қапсын, гидрофон қосылады. Онда сол Диссертант туралы айтсаңыз, бізге жаңа негізгі басты міндеті ол селектив система жасап шығару. Оны жасап шығарды. Басында біз технологияны есеп жасаймыз деген, бірақ ол жұмыстың қандай ауыр екенін білмей қалдық. Бұны жасағаны қазір сол технологияның ғылыми негізін жасап отыр. То есть осы результаттардың нәтижесінде біз любой өндіріске жақсы технология жасауға болады көрсетіп отырмыз. Бұның басты несі сол. Диссертантта бұл шамасы келсе барлық жұмыстар жасады, теорияны оқыды, енді ол диссертацияны даярлаймын. Рахмет қолдарыңызға. Сізге де рахмет. Келесі сөз шетел кеңесшінің аудармасына нотариально бекітілген, соған Мөлдір Рашидовна таныстырады. Алдыда кино мамасов бойынша философия докторы алу үшін ұсынылған гидрометаллургия өндірістік екіндерінің сканди және иондар бөлімінің технологиясын жасау тақырыбындағы Нұртөс қызы Бақтыгүлдің диссертациялық жұмысына шетелдің ғылыми жетекшісі доктор Капил Бидастың берген пікірі. Ізденушінің диссертациялық жұмысының мақсаты сирек түрілген полиқышқылдар, полинегіздер және интергендік жүйелер негізге өзара өтімді полимерлі торларын синтезі, сонымен қатар сканди, итри иондарына қатысты өзара өтімді полимерлі торлар мен жүйелердің сорбсалық қасиеттерін зерттеу болып табылады. Молекулалық таңдалған полимерлерді синтезу және олардың сканди иондарына қатысты сорбсалық қасиеттерін зерттеу
және бұл жұмыс төмен молекулалы иондарға селективті полимерлі құрылымдарды құруға, зерттеуге арналған. Атап айтқанда өзара өтімді полимерлі торлар, ион алмасу шайырлары, полимерлі гидрогельдер және оларға негізделген. Жалпы ізденуші зерттеу нысаны ретінде итрес, канди тұздарын алған, диссертация кіріспеден, аналитикалық әдеби шолудан, эксперименттік бөлімнен, нәтижелерді талқылаудан, жалпы қорытындыдан және әдебиеттер тізімінен тұрады. Жалпы диссертация бірінші тарауда айтып өткен екен, барлық салаларды қолдану аясы, табиғатта таралу және физика-химиялық қасиеттері жалпы шолу көрсеткен. Екінші тарауда зерттеуге арналған материалдар, талдау әдістері, гидрогельдердің синтезі, қашықтықтан әрекеттесудің әсері, сондай-ақ молекулалық таңбалы полимерлер мен аниониттер мен катиониттерге сипаттама жалпы берілген. Және нақты диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалық ретінде келесі нәтижелерді айтқан, соның бір-екеуін өтейін. Полиакрил қышқылының және полиметакрил қышқылының поли-4 винилпиридиннің және полиэтиленимнің сирек тігілетін полимерлі гидропилері синтезделген. Және осы жоғарыда аталған қосылыстардың полимерлі гидрогельдердің өзара белсенділерінің құбылысы зерттелген. Және сканди мен итр иондарының максималды сорция жүретін гидрогельдердің қатынасы анықталған. Және осы сканди ионның сіңіруге арналған молекулалық таңбалы полимерлері синтезделген. Жалпы сонымен қатар пікірде ізденушінің жарияланған туралы баяндалған. Қорытындысын оқитын болсам, ізденуші Тоқтықызы Бақтыгүлдің 606 химия білім беру бағдарламасы бойынша философия дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертациялық жұмысы алынған нәтижелердің өзектілігі, ғылыми жаңалығы, теориялық және практикалық маңыздылығы бойынша барлық қойылатын талаптарға сәйкес келеді. Және ізденуші осы білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесіне лайық деп санайды деп профессор Гүлзат Бидасов пікір Рахмет. Келесі сөз кезегі рецензенттерге беріледі. Сөз бірінші рецензентке Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессор міндетін атқарушы химия кандидаты Райхан Құлбек. Қазір рецензияны ашамыз. Экран ашамыз. Онлайн қатысушылар танысып отырыңыздар пікірмен. 6-06 химия мамандары бойынша философия ғылымдарының докторы дәрежесін алу үшін ұсынылған Тоқтықызы Бақтыгүл гидрометеорологияның университетінің сканди және итр иондары биологиялық технологиясын жасау тақырыбындағы диссертациялық жұмысына ресми резистенттің сын пікірі. Енді бұл жерде бәріне тоқталушыға қалай және жасалатын болса, бірақ жұмыс өте қызықты, жаңағы штатында жұмыс екен. Біз Бақтыгүлмен басында біраз үш рет сатаспасам келіп, қазуге келіп, отырып тақыларды. Өте жақсы, қызық, өте үлкен жұмыс, сол үлкендігінен кішкене шашыраңқы болып, сол кішкене сондай болды. Енді бұл жерде диссертацияның тақырыбы ғылымның даму бағыттарына сәйкес келеді. Диссертацияның жұмыс ғылыми зерттеулердің гранттық қаржыландырылуы мемлекеттік бағдарламасы бойынша яғни 2018-2020 және 2020-2022 жылы 2 гранттық жаңағы жоба аясында орындалған. Диссертациялық жұмыста сканди мен итр иондарының гидрогельдің көмегімен жоғары селективті гидрогельді жүйелерді құру арқылы бөліп алу ғылымға елеулі үлес қосарлығы анық деп тұжырымдауға болады. Диссертациялық зерттеу жұмысының өзі жазу деңгейі жоғары деп бағалауға болады. Диссертант өзі жазғаны анық байқалады. Себебі диссертанттың алға қойған міндеттері толық орындалуы, сонымен бірге сорциядан кейінгі гидрогельдердің құрылысы физика-химиялық талдау әдістерімен дәлелденгені, зерттеу нәтижелері мақала мен баяндамалар жарық көрген. Сондықтан жаңа пайдалану моделі, яғни патенті ұсынылған, патент алынған. Диссертациялық
өзектілігіне келетін болсақ, сирек желінің элементтері технологиялық дамуда үлкен рөл атқарады және бұл ресурстар болашақта қауіпсіз прогрессті қамтамасыз ету үшін әрине өте қажет. Сондықтан да қазіргі уақытта сирек жел металдарын көптеген жоғары технологиялық процестер үшін маңызды ресурстардың бірі болып табылады. Демек, жаңағы Қазақстан Республикасы үшін ғылым және техниканың басқа да алдыңғы қатарлы сапаларын дамыту отырып, таза сирек металдар мен сирек жел металдарын және олардың қосындыларын өндіру, бөліп алу басым бағыттарының бірі деп атауға болады. Диссертациялық жұмыстың мазмұны жұмыс тақырыбын айқындайды. Жүргізілген зерттеулер қорғауға шығарылатын ғылыми жаңалық мен ережелері диссертацияның мәлімделген тақырыбына толық сәйкес келеді. Гидрогенді синтезі сканды және итриондардың жоғары сиректегі интегралды жүйелерді құру және олардың физико-химиялық талдаудың нәтижелері жұмыс бойынша қойылған мақсат пен міндеттерін диссертация тақырыбына толық сәйкестігін көрсетеді. Диссертациялық жұмыстың барлық бөлімдері әдеби шолу, талдау әдістері, зерттеу әдістері, әдістемелері, нәтижелерді талдау және қорытынды өзара логикалық байланысқан. Әдеби шолу бөлімдер жұмыстың мақсаты мен міндетіне сәйкес келеді. Екінші бөлімде қолданылатын бастапқы өнімдер мен талдау әдістерінің сипаттамалары келтірілген және алынған зерттеу нәтижелерінің негізгі қорытындылары жасалған. Іздеуші ұсынған нәтижелердің жаңашылдығы әдебиеттерде келтірілген ғылым деректерімен салыстырылып, сымақтаулар жасалынған. Іздеуші жұмысты жасау барысында ғылыми техникалық шетелдік ғалымдардың соңғы жылдардағы жарық көрген ғылыми деректеріне ақпараттық шолу жасап, әдеби шолу бөлімінде жүйелі талдалған. Алынған ғылыми нәтижелер мен қағидалар толығымен жаңа болып табылады. Өйткені синтез алынған гидрогендер, синтездеп алынған гидрогендер және өндіріс иониттер көмегімен иониттерді жүйе құрылды. Яғни полиметалл қышқылардың полиэтиленин, полиакрил қышқылы, полиэтилен, альберлі AR120, AR17-8 интегралды жүйелер құру арқылы скандинин және полиметалл қышқылы полиэтиленин, полиакрил қышқылы полиэтиленин және катион алмастырғыш амин алмастырғыш интегралды жүйелер арқылы итриондарын бөліп алынады. Диссертациялық жұмыстың қорытындылары жаңа болып табылады. Зерттеу жұмыстарының негізгі нәтижелері мен қорытындылары Scopus деректерлік базасына енген, яғни материалс журналы проценттерім 67 көбеті болып танылатын журналда жарық көрген. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым және жоғары білім саласындағы, яғни соны айтамыз, сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған республикалық мамандандырылған басылымдарда жарық көрген. Диссертациялық жұмыстың нәтижелерінің ғылыми жаңашылдығы зертхана жағдайында гидрогенді синтездеп, сонымен қатар өндірістік иониттер мен интегралды жүйе құру арқылы сирек жел металдары скандинин итриондарының сорпциясының зерттелмегендігін негізделген скандин және итриондарды бөлу үшін шикізат ретінде өзіндік құны төмен өнеркәсіп мен гидрогендер қолдана алады. Енді диссертациялық жұмыстарды қорытуға ұсынылған қағидалы теориялық заңдылықтар мен әдістеме тәжірибелік зерттеу жұмыстарымен анықталып расталған. Тәжірибе зерттеу және талдау жүргізу кезінде бірнеше ғылым зерттеу орталықтарындағы заманауи қондырғылар мен жабдықтарды пайдалану дәлелдердің ғылыми тұрғыдан негізделгенін көрсетеді. Зерттеу жұмысында қорғауға шығарылатын бірнеше негізгі қағидалар дәлелденген, яғни полиакрил қышқылының, полиметакрил қышқылының, 4 винилпиридиннің, этилениннің сирек келетін полимерлі гидрогендері зертхана жағдайында синтезделінді. Алынған гидрогендер және амберлин, AR120, AB17-8, Q2-2 өнеркәсіптің иониттердің конформациялық қасиеттері зерттелген, нәтижесінде скандинин итриондарын сәйкес келетін интегралды жүйе құрылған. Интегралды жүйелерді скандин иондарының ең жоғары сорпция гидрогендердің яғни қатынастары, яғни айберлік
AR 120 IB 17-8 интегралды жүйесінің 5-1 қатынасы. Болған кезде жаңағы 38-06 құрайтыны, яғни сканди ионын бөліп алу дәрежесі. Ал итри иондарын алуда ең жоғары дәрежеде, яғни Q2 8 ағы 18-8 интегралды жүйесінде 3-3 қатынаста 60%-ға дейін жаңағы иондарды бөліп алу көрсеткен. Скандинавия иондарының сорпшадан кейінгі мәліметтер индуктивті байланысқан балқымалық атомдық инерциялық спектроскопия аппаратында анықталып дәлелденген. Скандинавия иондарын бөліп кезіндегі интегралды жүйедегі сорпшаға дейінгі және сорпшадан кейінгі пак, полипропилен, полиметакрил қышқыл, полиэтилен, гидрогель құрылысы икоспектроскопиялық табу әдісімен дәлелденген. Гидрогель арасында полимердің құрылымы сорпшалық қабілетке екені көрсетілген. Қағидалар идеалды емес, себебі алынған ғылыми нәтижелер өзекті және ғылыми жаңалығы бар. Зерттеу жұмысының нәтижелері жаңа болып табылады. Жұмыс тақырыбы бойынша алынған нәтиже әдеби көздерінде кездеспейді. Тәжірибе зерттеу нәтижелері интегралды жүйе құра отырып, сканди итри иондарын бөліп алу, жолдарын ұсыну, ғылыми практикалық нәтижелері жаңашылдығымен және нақтылығымен сипатталады. Бұл қазіргі заманғы физика-химиялық әдістермен жарияланған басылымдармен расталады. Полимердің физика-химиясы және синтез саласы үшін маңызды мәнге ие болып келеді. Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері жаңа айтылды. 12 жарияланымда, оның ішінде Scopus базасына енгізілген материалс журналында халықаралық сонда 1 мақала, сонымен қатар 3 мақала, сонымен қатар 8 мақала республикалық басылымдар мен халықаралық ғылыми конференцияларда жатып көрген. Жұмыс нәтижелері бойынша бірлескен авторлық пайдалы модельге 2 патент алынған. Диссертация бойынша бірнеше сұрақтар бар. Яғни ол бірінші сұрақ жұмыста калий 2S2O8, натрий 2S2O3 тотығы жүйесі полимерленудің бастапқышы ретінде, яғни инициатор ретінде қолданылды делінген. Яғни инициатор ретінде қолданып отырсыз. Онда осы инициирлеу түрін таңдау себебіңіз неде? Гидрогельді тап дейінде, яғни диазобисидан айтқышқыл немесе аммоний биосульфаты иондарын қолдану арқылы химиялық инициирлеумен алуға болмас па еді? Бірінші. Екінші, жұмысқа алынған полиакрил қышқылының политорпинилпиридинмен және полиметакрил қышқылының политорпинилпиридинмен интегралды жүйелері бұрын соңды зерттелген жүйелер. Және сіз оларға өзіңіз жаңағы тоқталып сілтеме жасапсыз 73 және 75-6 сілтемелерді. Онда сіздің бұл жүйелерді зерттеу мақсатыңыз неден? Әлде сізде алу жолдарында өзгешілік бар ма? Үшінші, жаңағы каталит анетит, яғни Амберли AR 120 IB 17-8 Q2 8 өнеркәсіптік әйнектерді конформациялық қасиеттері зерттелді депсіз. Сонда оның конформациялық қасиеттері зерттелмеген ба, және зерттелмеген болса, сіз қандай әдістермен зерттедіңіз? Одан кейінгі жұмыс қолданылған зерттеу әдістері мен талдау әдістері, қолданылған реактивтер, олардың сандық мөлшері тәжірибелік бөлімде нақты көрсетілген, тәжірибені жүргізу сызбасы, гидрогельді синтезі және физика-химиялық сипаттамаларын анықтау, зерттеу әдістері мен пайдаланылған материалдар егжей-тегжейлі сипатталған. Ғылыми зерттеу жүргізуде нәтижелердің нақтылығы мен негізділігі электрохимиялық, гравиметриялық, физика-химиялық зерттеу әдістерімен, яғни атомды эмиссиялық спектроскопия, икоспектроскопия, фотокалориметрия, термограмметриялық анализ, яғни талдау әдістерімен дәйектелген. Диссертациялық жұмыс қорытындыларымен алынған нәтижелері тәжірибелік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Диссертациялық жұмыста маңызды мәліметтерге нақты сілтемелер берілген. Диссертациялық жұмыста қолданылған дерек көздерінің тізімі 158 ғылыми мақала мен әдебиеттер келтірілген. Олар осы тақырып бойынша әдеби шолу үшін жеткілікті. Тізімде көрсетілген әдебиеттер мақалалардан жылы жаңа болып табылады. Яғни диссертациялық жұмыстың теориялық маңыздығы мәні бар,
маңызды мәні бар. Алынған ғылыми жаңа мәліметтер полимерлер химиясы саласында гидрогендерді синтездеу, сирек жер металдарын бөлудің тиімді жолдары бойынша ғылымның даму және қазақ тілді ғылыми әдебиеттердің қорын кеңейтуге өз үлесін қосады. Бұл өз кезіндегі студенттердің кезегінде студенттердің ізденуші жас ғалымдардың ғылыми деңгейін арттыруға оңтайлы әсер тигізеді. Соңғы диссертациялық жұмыс гидрогендердің белсендіру қабілетінің жоғары болуы, сирек жер металдарын скандий, итрий иондарын интегралды жүйе көмегімен бөлу принциптерін ұсынылған, алынған нәтижелер жалпы жұмыстың практикалық маңыздылығы жоғары екенін көрсетеді. Зерттеу нәтижесінде AIR 120 IB17 интегралды жүйесі кезінде скандий иондарын, ал итрий иондарын алудың ең жоғары дәрежесі Q2-8 IB17-8 интегралды жүйесі екені анықталған. Зерттеу жұмысы жаңа және ғылыми негізделген. Академиялық жазу сапасы жоғары, жұмыс ғылыми стилде, қазақ тілінде сауатты жазылған және талаптарға сәйкес ресімделген. Осыны қорыта келе, Тоқтасқызына гидрогендерінің өндірістік ерітінділерін скандий және итрий иондарын бөліп алу технологиясын жасау тақырыбында диссертациялық жұмысы үшін 6D060600 химия мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін беру ұсынамын. Рахмет. Зайхан Құлымбекқызы, сіздің сұрақтарыңызға жауап береді. Рахмет берген пікіріңізге. Сіздің бірінші сұрағыңыз бойынша инициирлеу жүйесі, яғни бастамашысы ретінде корректив сұхбаты және нәтижелі сұхбатынан құралған тудыру жүйесі алды. Себебі бізде гидрогендерді синтездеу барысында уақытқа, жылдамдыққа және сол жердегі инициирлеу жүйесінің соңғы ортада ерітуіне байланысты, тез еріп кетуіне байланысты осы тұтылу жүйесін осы жүйе алынды. Ертең диазол изомай қышқылы немесе аммониум сульфаты алынған себебі оның суда ерігіштігі төмен болғандықтан осы бізге ыңғайлы жүйені тұтылу жүйесін қолданылды. Екінші сұрағыңыз бойынша жұмыста алынған полиактив қышқыл, полиэтилен, полиэтилен бұрын зерттелген және онда сіздің бұл жүйелерді зерттеудегі мақсатымыз қандай? Яғни бұрынғы зерттелгендердің айырмашылығы біз фильтрдегі жүйе құру арқылы олардың ветеринарлық қасиеттерін фильтрдегі жүйе құру арқылы анықталды және олар көп уақытта сақталмайтындықтан біз лабораториялық жағдайда қайтадан жаңадан полиактив қышқыл және полиэтилен, полиэтиленнің полиэтилен гидрогендерін жаңадан синтездеп алынды. Үшінші сұрақ бойынша амберлер 120 А17-8 Q2-8 иониттердің конформациялық қасиеттері зерттелді және бұрын зерттелмеген ба, не үшін сізде қандай әдістер арқылы зерттелді? Бұл жеке иониттер ретінде емес, жеке иониттер ретінде бұрын зерттелді жұмыстарда келтіріледі. Ал біз бұны интерполимерлі жүйе ретінде, тиімді интерполимерлі жүйе құру арқылы осы иониттердің көмегімен құрылысын транзиттеді. Келесі пікірді білдіруші екінші рецензент Анши Мантай Сатбаев атындағы Қазақ техникалық зерттеу университетінің техника ғылымдары кандидаты, қауымдастығы профессоры Абдрахманова Санат Қанатбекқызына береді. Рахмет. 6-2006 химия мамандығы бойынша философия ғылымының докторы дәрежесін алу үшін ұсынылған Тоққызы Бақытгүлдің гидрометаллургияның өндірістік ерітінділерінен скандий және итрий иондарын бөліп алу технологиясын жасау тақырыбындағы диссертациялық жұмысына ресми рецензия ұсынылды. Енді қысқаша айтып алғанша негізгілерін рұқсат болса. Жалпы диссертация өте ауқымды жасалған, жаңа барлығы айтып жатыр әріптестеріміз. Өте үлкен жұмыс қаралған, ауқымды жұмыс жасалған. Және өзектілер,
жерде жаңа жетекшісі айтқаннан кейін бізге түсінікті болды. Нақты технологиялық неге қатысы бар біздің Қазақстанның. Сондықтан да диссертациялық жұмыстың тақырыбы оның даму бағытына сәйкес келеді деп айтуға болады. Және де бір ерекшелігі диссертациялық артықшылығы диссертациялық жұмыс жаңағы 2 гранттық қаржыландыру бағдарламасы аясында AP0513-14-1 және AP08 85-66-68 гранттық жоба аясында орындалған. Енді жұмыс ғылымға елеулі үлесін қосады деп айтуға болады, себебі ауқымды жаңағы гидрогелдер, мид синтезделіп, интерполимерлі жүйе құрылып, нақты сканди және иттер иондарын бөліп технологиясының эксперименталдық несі қарастырылған деп айтуға болады. Өзі жазу деңгейі жоғары деп айтуға болады, себебі диссертант экспериментті бөлім жаңағы әдеби шолу жасап, өте жақсы журналдарға жұмысының нәтижесін баспада жарық көрсеткен, сондықтан оны жоғары деп бағалауға болады. Бірақ енді өзі жазу деңгейі дегенде оның артынан айтып кетейін, диссертацияны өзектілігінің негіздемесі жалпы тақырып өте өзекті, себебі Қазақстанда металлургия саласы өте жақсы дамыған. Енді сол салада өте көп шешілмеген мәселелер бар. Соның бірі жаңа сирек металдар, жер металдарды бөліп алу, концентрлеу, жаңағы мысалы сточный сулардың өзінен мысалы бөліп алудың өзіне үлкен проблема. Сондықтан да нақты өзектілігі жоғары деп айтуға болады. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Енді айқындайды деп айтуға болады, бірақ та мен қазір менің соңында келдім, ұсынысымды жаңа әріптестер де байқап айтып жатыр. Өйткені нақты технологияны жасау болғандықтан бұл жерде бір нюанстары бар. Негізі, бірақ сол технологияны жасауға алдын ала эксперименталдық жұмыс орындалды деп айтуға болады. Мақсат мен міндеті диссертация тақырыбына сәйкес келеді деп айтуға болады. Енді ауқымды міндет қойылған, жаңағы сканди және иттер иондарын бөлу технологиясының эксперименталдық негізін әзірлеу жұмысы орындалған. Сол мақсатқа жетуге докторант үлкен жұмыстар атқарғаны көрініпті. Диссертацияның барлық бөлімдері бір-бірімен логикалық байланысқан, ішінара байланысы толық байланысқан деп айтуға болады. Себебі жаңағы жасалынған жұмыстар нақты ғылыми нәтижелер мен физика-химиялық зерттеу нәтижелерді докторант көрсете білген. Сыни талдау бар, өйткені диссертант гидрогелдерді синтездеп, интерполимерлі жүйе құрған, сканди иттер иондарына сәйкес интергелді жүйені салыстырмалы түрде дәлелдеп, жаңағы бөлу дәрежесін ары қарай мысалы нақты ICB-да тексеріп ұсынған. Сонан кейін инфрақызыл спектроскопия, фотокалориметрия, термографиметрия, физика-химиялық әдістерінің нәтижелерін көрсеткен. Ғылыми нәтижелер мен қағидалар жаңа болып табылама дейді, толығымен жаңа деп айтуға болады, себебі нақты өте үлкен ауқымды жұмыс атқарылып, бірталай полимерлік жүйелер қарастырылып, гидрогелдер синтезделіп алынып, иониттер қарастырылып, интерполимерлі жүйе құрылып, басқаша тұрғыдан сорциялық қабілеттері қарастырылған. Енді оның бәрімен оқымай қойға болатын шығар деп ойлаймын. Диссертацияның қорытындылары жаңа болып табылады ма? Жаңа деп айтуға, толығымен жаңа деп айтуға болады. Диссертациялық жұмыстың қорытындылары себебі жүргізілген зерттеулердің басты жаңалығы әлемдік практикада алғаш рет сирек жер элементтері мен соған жақын ілеспе металдардың иондарын бөлу үшін сорциялық қасиеттері едәуір жоғары аналогтармен салыстырғанда сканди және иттер иондарына қатысты селективтілігі бар интергелді жүйелерді құрумен жаңа болып есептелінеді. Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқа шешімдері және жаңа негіздері бар ма? Толығымен жаңа деп айтуға болады, себебі зертхана жағдайында гидрогелдер синтезделіп, өнеркәсіптік иониттер мен интерполимерлі жүйе құру арқылы оның сорциялысы жаңағы иттер емес скандиге
тексерілген, сынамадан өткізілген. Осы орайда алынған нәтижелерге сүйеніп, скани және ифтер иондарына қатысты тиімді интерполимерлік жүйе көмегімен технологиялық еркіндік пайдалана отырып, жаңа өзіңіз модельдік еркінділеріңізге модельдік еркінді иондардың технологиялық сызбасын ұсынған. Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерде негізделген. Мәселен, индуктивті байланысқан атомды эмиссионды спектроскопияда алынған нәтижелер инфрақызыл спектроскопиясында түсіріліп, жаңағы гидрогелдердің сұрақтарға дейінгі кейінгі еркіндеріне анализ жасалған. Енді қағидаттары келтірілген, бірақ осы қағидат бойынша қазір көптеген айта кететін бұнда жайт бар. Қағидаттарды 4 қағидат ұсынылған екен. Жаңашылдығы бар деп айтып отырмыз, бірақ осы қағидатты жазу ережесі қазіргі кезде диссертациялардың диссертативке қайтадан қайтып келуіне негіз болып жатыр. Сондықтан да осы жерде жаңағы қазіргі тұрған жағдайындағы қағидаттарды жазу жағдайы, стилистік жазу, соны ұсыну, сонысын меніңше қайта қарау керек деп есептеймін. Себебі жаңағы мен өзім ғылыми хатшы болып істеймін. Сол ғылыми хатшыда бізге сондай жағдайлар орын алды. Жаңағы қағидаттарының жазылу емлесі дұрыс емес болғандықтан. Сондықтан осы жерде менде ұсынысым жаңағы қорғалатын қағидаттардың талапқа сай қайта жазу. Осы жағынан мен сізге сұрағым ұсыныс ретінде айтылмауы. Содан кейін енді тривиалды емес, жаңалығы бар, қолдану деңгейі бар, дәлелденген қағидаттар, тек қана соны жаңағы сіздің диссертацияда жазған стиліңіз дұрыс болмайды. Әдістеменің таңдауы негізделген және нақты жазылған. Диссертациялық жұмыста пайдаланылған әдістемелер нақты негізделген және тәжірибелік бөлімде толық сипатталып жазылған. Гидрогелді синтездеуде белгілі әдіс қолданылған, бірақ жаңа сорцияға подход кішкене басқа жағынан тұрғыдан қарастырылған. Диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы қазіргі заманауи әдістермен деректерді өңдеу, интерпретациялау пайдалана отырып алынғанға алынған нақты электрохимиялық, гравиметриялық, физика-химиялық зерттеу әдістері қолданған. Теориялық қорытындылар, модельдер анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар экспериментті зерттеулермен дәлелденген. Диссертациялық жұмыста дәйектілік принципі сақталған. Жаңа синтезделген гидрогелдер және сканди сорциясы олардың құрамы мен құрылысы жаңағы жоғарыда атап өткендей заманауи әдістермен расталған. Және алынған тәжірибелік нәтижелер ғылыми халықаралық конференцияларда талқыланып, апробациядан өткен және рейтингісі жоғары журналдарда, басылымдарда жарық көрген. Маңызды мәліметтер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған, өйткені оның расталуы жаңағы мақалалардың жарық көруімен дәлелденеді. Пайдаланған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті. Диссертациялық жұмыста 159 дерек көздер тізімі келтірілген. Бұл диссертация жазуға толық жеткілікті деп айтуға болады. Диссертацияның толық теориялық маңыздылығы бар, себебі жаңа жоғарыда атап өтіп, өзектілігі жоғары дәрежеде, сондықтан да оны жоғары дәрежеде алуға болады. Және де докторант осы пайдалы модельге патент беріп, бұл патентті 21 жылы алған екен. Диссертацияның практикалық маңыздылығы бар, нақты өндіріспен байланыстырылған жаңа жетекшісі атап өтіп кетті. Егер де ары қарайда мысалы нақты технологиялық еркіндікпен жұмыс жасасаңыз, сонда жұмысыңыздың маңыздылығын сайын артайып модельдерден кейін. Практикалық ұсыныстар толығымен жаңа болып табылады, себебі жаңа сканди мен нитриді сорциялаудың жаңа полимерлі жүйесі ұсынылған. Академиялық жазу сапасы енді диссертациялық жұмыстың жазылуы ғылыми тұрғыдан алғанда жалпылама түрде талаптарға сай келеді деп айтуға болады. Бірақ та құрметті әріптестер,
қазір біз енді өзіміз қазақ тілін ғылымиландырамыз деп жатырмыз. Осы жерде мен айтар едім, мысалы, оған бізге ешкім келіп оны ғылымилық жасап бермейді. Жұмыс қазақ тілінде жазылғандықтан өте жоғары дәрежеде жақсы жазуға тырысу керек. Неге десеңіз, себебі әрбір қазақша жазылған диссертациялық жұмыс ол біздің қазақ тілін ғылымилауға өзінің үлесін қосады деп есептеймін. Сізде енді ағылшын әдебиеттерін жаңағы мақалаларды, сонымен орыс әдебиеттерін қолданғандықтан сіздің аудармаларыңызда біраз оқылуға қиын. Қазақша оқып, кейде түсінбей қалатын кездер, моменттер кездесті. Сондықтан да бәріміз де жетекшіміз, бәріміз де соны қарағанда қазақтың тілін ғылымилауға үлес қосайық деп мен айтар едім. Енді бұл диссертациялық жұмыстың мазмұны мен сапасына әсер етпейді. Жалпы шешім ретінде Бақытгүл Тотқұсқызының қызына гидрометаллургия өндіріс ерітінділерінен сканди және ит иондарын бөліп алу технологиясын жасау тақырыбындағы диссертациялық жұмысы үшін 6D06-06-20 химия мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін беру ұсынылады. Мынадай ұсыныстарды ескеру арқылы. Қандай ұсыныстар? Бірінші жаңа қағидаттарын айтқанда мен айтып өттім. Зерттеу жұмысындағы қорғалатын қағидаттар талапқа сай стилистік жағынан жөндеу ұсынысы бар. Екінші ұсыныс жаңа диссертациялық жұмыстың 115-ші бетінде көрсетілген техникалық ерітіндіден сканди және ит иондарын жеке-жеке бөліп алудың технологиялық сызбанұсқасы келтірілген. Енді автокадта ең болмаса қарапайым түрде сызып, сіз технологиялық несін ұсынсаңыз, онда нұр үстіне нұр болып жаңағы диссертациялық жұмысымыздың тақырыбы мақсатына жақсы мазмұнына сай болар еді. Сондықтан да жаңа диссертация тақырыбы гидрометаллургияның өндірістік ерітінділерінен сканди және ит иондарын бөліп алу технологиясын жасау болғандықтан, осы технология бойынша диссертацияға қосымша сипаттама енгізу қажеттілігі туындап отыр деп мен өз басым ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сіздер айтылған ұсыныстар міндетті түрде ескеріледі және қосымша мәліметтер техникалық ерітінділер технологиясы сызбанұсқасы автокадта сізге берілген болса, сонымен қарай жұмыс жасалады. Ескерілетін рахмет ұсыныстарға. Рахмет. Қанаттанасыз. Жақсы. Онда келесі жұмыстың этапы бұл талқылауға қатысушы пікірлеріңіз болса білдірсеңіз. Рахмет. Мен айтайын деген осы диссертациялық жұмыстағы полимерлерді барлығы көптен бері зерттелген. Сөйтіп атындағы химия университетінде бірнеше монографиялар бар. Сосын гидрогендерде бірнеше атап айтатын болсақ, академик Бектер Бейсен Әбекеншін монографиясы бар, Ысқақ Бекеншін, Құдайберген монографиясы бар, сосын Сүлейменов деген аттағы монографиясы бар. Просто гидрогендердің жалпы ескі әдебиеттерін келтірген шығар енді. Желі ойды айтып отырмын да. Бірақ мен айтайын дегенім, просто жаңағы жетекші селективті нені қалу керек деп айтқаннан кейін, селективті деген сөз, мына еркінді дайындаған кезде модельдер болады. Сканди, иттердің жанына тағы дезиметрдің хромда шөлердің сондай темірі шөлерді соның ішінен қаншалықты алып алады сіздің белгілеріңіз. Сондай технологиялық еркін болмаса да, сол модельге кішкене иондарды қосып, соның ішінен қаншалықты селективті болады деп, соны үлгі болады деді. Сондай жасауға болады деген ғой, ұсынысын айтып отырмын. Екіншіден жаңағы механизмді айтқан кезде, конформация, әртүрлі механизмді айтқан кезде, мысалы әртүрлі әдістер бар мысалы. Мысалы кейбір ғалымдар инертті гелге классикалық белгілі, мысалы тритон Б дегендерді ішіне қояды да, сосын барып
соған сот жасайды. Сөйтіп сот жасаған кезде радиусқа байланысты бөліп алу керек. Радиустарына Рахметолла Шариповичтен сұрады ғой, радиустар қалай деп сұрап жатқан кезде сол бостықты сұрап жатқан жоқ. Радиусқа байланысты да бөліп алу керек. Ол әртүрлі енші иондарын ішіне енгізеді де, сосын әртүрлі иондарды салып орын белгілеп алады. Оны кейін кезде бүйтіп айтып жүрді ғой, ақылды полимер дейді да, умный полимер дейді ғой. Соларға бойынша селективті бөліп алу керек. Оларға қаншалықты қазір өнеркәсіпке кіріп жатқаны белгісіз, бірақ та ондай жұмыстар енді кейін кезде көбейіп жатыр да жұмыстар. Соның ішінде жаңағы сізден сұрап жатқаны сол ғой, жаңағы әртүрлі механизмі қандай комплекс деген сияқты. Осы селективтен қандай, mesela мен де сұрадым, артықшылық қандай, сол әмбелетпен жаңағы аға 17-18-ге қарағанда кішкене сіздердікі кішкене аз болып тұрсаңда, бөліп алу дәрежесі аз болғанымен оны бірінші рет қайталап көп нәтиже алу мүмкін. 30%-40% деген аздық айтып болмайды, оны бірінші рет қайталанып несін диссертация жасап отырып қайтадан ала беруге болады. Онда ешқандай несі жоқ. Қазақтың творчествосы бар, қазақтың жаңағы өздерінің нелер бар, уақыт мерзімдері бар, мысалы әйендіктерді мысалы 7 жыл, 8 жылдан кейін уже әрі қарай уже жарымайға 7-8 жыл бір ейінді қолдағаннан кейін әрі қарай уже жарымайға. Олар өте қымбат шетелдің жаңағы ейіндіктері. Сондықтан ол сол жағынан қарағанда мына гидрогендер, полимерлер көбінесе белгілі, өнеркәсіпте белгілі, механизмдер бәрі белгілі нәрсе. Сондықтан олар арзан болатын болса, қайтадан қолдануға болатын болса, әрине өте жақсы жұмыс істейді. Сондықтан жұмыс енді PhD доктор болғандықтан енді көбінесе эксперименттік жұмыстар өте көлемі көп екен, әртүрлі қатынаста жасалған. Сондықтан бұл көлем бойынша, ғылыми несі бойынша PhD докторы сай деп ойлаймын. Себебі өзінің айту бойынша жұмыстың бастамасы, оны әрі зерттейміз деп сөйтіп айтып жатыр ғой, жетекшілерді сөйтіп айтып жатыр. Сондықтан жұмыстың бастамасы болса, әрі қарай арзан болатын болса, онда әрине алдағы уақытта келешек бар деп ойлаймын. Рахмет. Мен пікірімді білдірсем, әрине техногендік шикізаттың бағалы металдарды алу технологиясын жасау, әсіресе қазақстандық химия ғылымы үшін өзекті мәселе болып табылады. Ізденуші бөліп алу қасиеттерін жақсы көрсеткен бірқатар жаңа полимерлік материалдарды синтездеді. Сондай-ақ тиімді бөліп алу технологиясын жасауға әрекет жасады. Бірақ алынған нәтижелердің сенімділігіне қатысты кейбір сұрақтар туындады. Диссертацияның тәжірибелік бөлімінде, мысалы гидрогендерді синтездеу әдістерін сипаттау талапқа толық сәйкес келмейді. Мысалы, әрекеттесуші заттардың мольдық қатынасы туралы деректер жоқ. Яғни олардың қанша мөлшерде алынды деректер жоқ, көрсетілмеген. Алынған реакция өнімдерінің шығымы туралы деректер де жоқ, мәлімет жоқ. Алынған заттардың құрылымын анықтау туралы деректер жоқ. Бұл екінші тарау эксперименттік бөлім туралы. Синтезделген гидрогендердің элементтік құрамы және молекулалық салмағы туралы деректер жоқ. Яғни тазалығын анықтау бағалау өте қиын. Сонымен қатар диссертацияның тәжірибелік бөлімінде алынған металлокомплекстердің құрамы мен құрылысы туралы деректер келтірілген. Алынған нәтижелерге стат обработка жасалмаған қалыптасуға бетімізде жүрген осы талап білесіздер, құрметті әріптестер. Стат обработка жасалмаған. Енді мүмкін ізденуші синтез әдістерін толық сипаттай алған шығар. Эксперименттік бөлімде. Бірақ қорғауға ұсынылған диссертациялық жұмыстың жағдайы осындай.
назарларыңызға рахмет. Рахмет. Келесі пікір білдіруші. Пікір білдіруші жоқ болса, онда келесі кезеңіне көшеміз. Бұл дауыс беру. Бұл жерде екі жақты дауыс беріледі. Ол бізде офлайн кеңес мүшелері бюллетень бересіздер. Осы жерде ал неде онлайндағылар, олар онлайн береді, сосын хаттамаға соны қосамыз. Сондықтан да біздер жаңағы осыған байланысты дауыс беру комиссиясын құруымыз керек. Мен қалым хатшы Мөлдір Рашидовна, сосын Байгенжен Өмірсерік, Сабыржан ұлы, одан кейін Мұталиева жақсы. Осы кісілерге қарсы болмасаңыздар дауыс беріңіздер. Комиссияның мүшелері бекітілді. Председатель өздеріңіз іштен шешесіздер, шара. Содан кейін ол кісі өкілдеріне оған сіз олай айта алмайсыз, комиссияның төрағасын өздеріңіз шешесіз. Сондықтан таратыңыздар, демалыс. Диссертациялық советке қатысушы жалпы адам саны 13. Дауыс беру нәтижесі бойынша қарсы емеспін, яғни қолдаушылардың саны 9. Және 4 пункттің ішінен осы қарсы емеспін, және пысықтауға жіберу деген 2 пунктқа ғана дауыс берілген. Соның ішінде қолдаушылар 9, пысықтауға жіберілсін деп жүргеннің саны 4. Осылайша дауыс берушілердің ішіндегі 9 дауыспен басым бөлігі бойынша диссертациялық жұмысты қорғауы қабылданады. Бұл жерде қорғау қабылданды, бірақ жаңағы 4 адамның пікіріне байланысты біз ол пікірлерді нетуіміз керек, қабылдауымыз керек. Сондықтан да жұмыс қайта пысықталуға жіберілген. Бағана өздеріңіздің берген ескертулеріңізге байланысты, сондықтан да табыс тілейміз, бағытта. Бірақ пысықтап осы 3 айдың ішінде бізге құжаттарды өткізу керек. Қайта қорғау емес, пысықтау. Сондықтан да сіздерге тағы бір жаңағы мәжіліске не түседі, хабарландырма. Сол кезде сіздер түгел жаңағы қалай көңілдеріңізді көрсетіп, сайттардағы диссертацияның өзгерісін талқылап, өз шешеріңіз содан кейін пікірлеріңізді білдіресіздер. Жақсы, рахмет. Табысты болыңыздар. Онлайн табысты болыңыздар. Жақсы, рахмет. Келесі кездескенше.